вообще сұрақ болмайды. Yes! Ораза қабыл Ораза қабыл болсын. Ри бастады. Ри бастады. Сол палаткілерді алатын, қазір что-то той жоқ десе. Жоқ. Жалпы шетелде той жасайды ма? Жылдызбек ау, мен сағаттап шығатын жезөкше емеспін ғой. Не жатқан кемпір. Не дейді дейді ғой. Деп ана жеркең тартып алып бүйтіп. Пошлый анекдот бастап қоямын ғой Е. тойда. Ребята, как смотрите, если мы будем проводить это мероприятие в 18+? Бір жеріңе тығып қойма. Дәл солай маймылданып тұрып өлтіресің ғой дейді. Әйеліме сосын айырылысып кеттім мен. Деп кім еді? Ол кезде мен Сосын күнде ішетін. ұстаздық еткен жалықпас үйретуден шалдырған. Мен ғой оның бәрін айтады. Қай жұлдызды айтшы, мен айтып берейін. VIP кабинкалары болады. Шықпайын деймін, ақша вообще қызық емес. Шірейсің, шірейсің. Өткен жаза Мен беріңіздер. туралы жаман комментарий жазбаңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендер. Бізде тағы да бір шығарылым, кезекті шығарылым, той лайк жобасы. Бүгін бізде қонақта актер Асаба, өзіміздің өнердегі ағамыз, жалпы елге танымал ағаларымыздың бірі. Мен айтып Қажет жатқан Смағұл, қошемет ұрып қойсаңыздар болады. Және де бауырым Просто жапып Асаба, енді Асаба әнші, бәрін айт. беташарист, кез келген аспаптың түрінде ойнай беретін азаматтардың бірі. Аспап таңдамайды жалпы. Иә, бас гитарада жақсы көреді ойнаған. Любой дүниені тарта беретін. Басынан шіріп жатқан жоқ па әзілдерің? Жұлдызбек Оразғали жақында әке жайлы әдемі әніне бейнебаян шықты. Құттықтап қойсаңыздар болады. Рахмет. Әні күтті, орындаушылар онша емес десең, иә? Орындаушы деп айтсаңыз, бір адамға ғана тиісті болады. Бұл енді бағдарлама, подкаст, тойдың айналасындағы бір әңгіме өрбітеміз. Тойда қызықтар деген сияқты. Аса бір қаттандай, енді сізді көп жерге сұхбатқа шақырған кезде, немесе подкастқа шақырған кезде, жаңа актерлық жағыңызды, немесе кино жағынан бірыңғай сондай сұрақтар қойылуы мүмкін. Бүгін кино жайлы, актерлық жайлы, жалпы бұл кино саласына қалай келдіңіз деген сияқты вообще сұрақ болмайды. Yes! Строго той туралы, той сондай, той туралы ән қалай шықты, жаңа той туралы әңгіме болады. Жаңағы Менің әнім жайында болмайды ғой, жоқ, ән жайлы болады енді жалпы негізі. Надоел дейсің. Иә, той жөнінде. Жалпы еркін тақырып. Иә, еркін тақырып, тойдан кейін отырып бір Еркін формат. бильярдқа барып әңгіме айтып отыратын бір дүние болады. Тура сондай тақырыпта. Тойлайық. Рахмет, реклама. Сондай бір тақырыптағы дүние болады. Ең алдымен, ең алғашқы сұрақ, Жұлдызбек, негізгі шын аты Жұлдызбек, бірақ біз бәріміз Жапоқ деп кеткен. Жапоқ деп айта берейін бе? Жұлдызбек. Жұлдызбегің дұрыс шығар. Сол үшін қойып Танымайтын көрермендерге. Ораза қабыл. Ораза қабыл болсын. Оразада түсіріліп жатыр. Мынаның ішінде су, жаман ойламаңыздар. Біз аудитордан кейін түсіріліп жатқан. Қияр қайда? Қияр қайда? Түнгі сағат 12:01. Греческий закуска бар ма? Түнгі сағат. Мен кешеден бері көңіл күйім жоқ. Жоқ қолдағы. Тыныштық па? Өмірінде бірінші рет Қазақстан үшін бір жанкүйер болып футбол көрейін деп. Қазақстан мен Греция ойнап 5-0 жеңілген кезде греческий салаттардың керегі жоқ дедім. 5-0 жеңілген кезде биткіңіз келді ма кәдімгідей? Аяғы тоймен аяқтала ма бұл футболдың әңгімесі? Жоқ ой, какая боль, какая боль. Қазақстан мен Греция. Ал сұраққа көшейік ал. Иә, Асаба болып шыққанға қанша жыл болды жалпы? Бұрын енді сен ең бірінші әнші болып бастадың, яғни музыкант болып бастадың, одан кейін диджей болдым. Иә, диджей. 2 жылдай, 3 жылдай. Сосын бет ашып бастадың, сосын Асабапқа көштің. Диджей бол? Жоқ, тойда. Енді аппарат Музыкант, музыкант тамадаларға. Тапер, Мен музыкант. өзім көрмеген тамадам болмады, біраз музыкант болып жүріп 2 жылдай. Сол музыкант болып жүріп тамадалардың артында отырып, солардың әңгімелерін жаттап алдым да. Асаба болып шыққанға қанша болды? Жаттап алдым да, сосын тамада болып кеттім деген сияқты. Сөздерін жаттап. Мен 2010-нан 2012-ге дейін музыкант болдым. 2013-тен бастап беташа бастадым да. Беташар все-таки бәрі халықтың алдына шыққаннан кейін беташардың алдында сөйлеуге тура келді. Иә. Арасында сөйлеуге тура келді. Аяқ жағында әзілдер солмен қосылып 2014-те толықтай мен тамадалыққа көштім. Қазір енді 2024 болса 9 жылдан басты. Жалпы өзіңізге тойды басына, енді мен ең алғашқы сұрағым тойға шыққаныңызға қанша болды емес,
тойды басынан аяқ жүргізесіз бе әлде чисто выходпен ғана кіресіз? Кейде болады, выходпен болады, кейде басынан аяққа Басынан аяқ заказға байланысты. жүргізіп бастағаныңызға негізі асабалық жолға түскеніңізге қанша жыл болды? Жабық сен қай жылғысың? 95. Мен жоқ кезде бастаған шығарсыз да? Мен 4 жыл уже той өткізіп жүрген кезде Жапок дүниеге келді ғой. 90-да бастаған мен. 90-дан бастап асабалық, одан кейін барып осы ақырын Одан кейін шоумен деген бізден басталды ғой. Сіздердің замандарыңызда шоумен бар ма еді? Біз Палатка кезінде. Жоқ, палатканы біз бастадық, одан кейін тойханаға көштік қой, ақырындап. Қыс келді. Мен дисктің кездері. Тойханаға өткелі бері шірей бастады. Ірей бастады. Сол палаткілерді алатын, қазір что-то той жоқ десе. Палатканы жақсы еді, ана шнурды. Жақсы. Шнурды бүйтіп. Әлі де болып тұрады ғой палатка. Палатканың тойының өзінің кайфы бар еді бір негізі. рет болған менде. Карантиннің ішінде қанша тойлар кетті палаткіде. Жауын жауғанда күшті да, тесік-тесіктердің бәрінен ағып. Той екенін сезді. Қашып жүрсің ана. Трубамен көтеріп. Палаткіде андай бір жағдай естіген мен. Палаткіде той болады, мына жақта палатканың мына шетінен 2 колонка қойған, төр жақтан 2 колонка қойған. Төр жақта колонканың үлкен кісілер аталар бұрып тастай береді. Ана музыканттар барып қайтадан былай қойды, ана құлақтың несіне бұрып тастай бір кезде барасың, жаңа музыкант айтады. Колонканың дауысы шықпайды дейді. Қараймын, шнур нормально, қарасам шнур түбінен қиып салған. Аға бәңгіме кесіп жатыр. Ана енді қасында отырған кісі. Ет тұрап жатып, ей, балды. Тікелей кесіп жатыр. Палаткіде кім кесіп жатқанын қаяқтан білесің? Сыртынан кесіп кәдімгідей соны естіген кезде кәдімгі бір жыртылып Ана алған. палаткіде ғой негізі. Палатканың іші бір бөлек бар ғой. Бүйтіп палатканың сыртына бүйтіп қарасаң бар ғой, немене көресің білесіңдер ме? Неге? Бүйтіп палатка түп-түзу болса арт жағынан бүйтіп белдеп тұрады. Бүйтіп келіп ана ыңқыткізіп десе, енді жомарт. Енді ол сіздердің кездеріңізде қазіргі палатканың өзінде де мәдениет бар. Ой, палатканың кәдімгі андай палатканың соңғы жағын көріп қалдым мен, ең соңғы примерно соңғы біту жағын көрдім. Мен енді жаңа Қажекең айтып отыр. Тойға келу енді мен асабалық қой жаңағы жылым айтылған. Мен енді көзімді ашқалы бері тойдамын ғой. Жалпы көзімді ашқалы бері біздің әкеміз Ямахада ойнап шықты. Мен уже жалпы тойда оянғанмын ғой. Қажеке, осы сөзіме сізден асып кетейін деп тұрған сияқтымын. Иә. Одан кейін мен Ямахада ойнадым. 5-ші класста бастап. Жаңа Батямен барам. Батя Диврин, иә? Ореке? Көрсең болсаң. Ореке демайшы. Барады, мен шаршайды ғой ол кездер кішкене енді 50-ден асып келе жатыр. 40-50-дің арасында. Апарып қояды арасында мен Ямахтарды өзім өлең айтамын. Батя мектепте сабақ берді музыкадан. Сол Ямахмен бар сабақ береді. Сонда кейде келе алмай қалады сабаққа. Мен өзім мектепте сабақ оқып жатқан жерінде мұғалімдер босатып Батяның орнына барып сабақ беремін Ямахмен. Одан кейін кассетамен де көрдім сол Батяның қасында жүріп деген сияқты. Одан жоқ, мини-дискінің алдында DVD көрдім. DVD-мен де шықтым, анда үйде отырып жазып аламын цифрларын, билейтін өлеңдерді. Сосын DVD-мен бар тойға қойып отырамын. Сөйтіп те шықтым. Одан кейін барып әйтеуір мини-дискі деген нәрсені мен 2009-2010-дарда көрдім ғой, колледжге түскенде. Қазіргі музыканттар рахат деймін ғой. Ноутбук емес, қазір телефонмен де отырғандар. Ноутбук шыға бастаған жылдар музыканттықтан кетіп қалдым ғой. Ана бұрынғы осы мини-дисктің кезіндегі музыканттарға таңғаламын, не деген память, ана қай трек, қай диск, алдында диск ашылып жатыр. 2 коробка тұрады. Қай дисктің қандай трек бар, аяқ киім, ана женский туфлилар, аяқ киімдер бар ғой. Соның коробкасын. Соның ішінде как раз как раз скотч ұстап не істеп. Қай трек, қай жерде, қай тректің қай жерінде отбивка жағып қоясың. 2 мини-дискің болса жақсы ғой. 1 мини-дискімен отыратын кезде болады. 2 мини-диск, 1 мини-диск, ол айналайын ғой. Біздің кезімізде ол да жоқ. Сіздердің не істеңіздер музыканы? Живой аппарат болатын. Живой. Анау Омо деген, ой, Родина деген немелер. Біз естімеген дүние болса. Опус дегендер. Кім күтіп береді оны? Жаңалау сұрақ жоқ. Бері қарай келмесек сөйлемей қалады. Вот сол кезде ойлашы, вот сол кезде тамадалар қалай жұмыс істеді. Ол кезде енді тамадалардың жұмыстары оңай болады. Ана мәселе күлдіру бірден кейін емес. Ол кезде тілек, би, ән, би. Тілек, ән, би. Халықта ондай қатты спрос алмайды, тамададан, иә? Ондай күлдіріп ойнайды деген сияқты жоқ қой. Тамада жоқ болса, әрқайсысы өткізу ішінен біреу шығады да, сол тамаданы. Біздің кезде басталды ғой, 89-90-нан басталды. Жалпы енді сіз қанша жылдан бері келатсыз ғой, тамада деген сұрақ
Мысалы енді оның оқуы жоқ, ештеңесі жоқ қой. Иә. Мен жүргізе берейін, иә. Тамада деген жалпы не қандай ұғым? Оның Тамада жауабы деген қандай? негізі ол Бірақ сұрақ, бірақ жауап. Тамада. орысша Асаба сөз. бұл Қазір қазақшасы. асаба енді. Асаба дейді. Негізі тамаданың бұрынғы сөзі асаба. Бірақ ол Бұрыннан бар ма? Қазір келді ма асаба деген асаба сөз? кейіннен келді. Кейіннен келген Ол сияқты. кезде тамада дейтін болды. Тамада просто, иә. Да. Асаба деген сөздің негізгі От слова тамадить. қайдан шыққанын өткенде. Фрукт. Тамадить деген Шутить. шамана сукул. Сұраққа көше береміз ау. Түсінілмей жатыр ғой. Иә. Маралхан ағаның жауабына Иә, тамада ол деген кім деген. асаба деген сұрақтың өткенде жауабын қосқан көп жастар айтып кеткен болатын. Жаңағы біраз бағдарламаның алдындағы Ас деген сөзден иә, астасушы деген сияқты дүниеден шыққан деген сияқты Астан бірдеңелерге Маралхан ағаның жауабын айтты. ас оба. Тамада деген не деген? Өз орнымен сөйлейтін адам деген. Сол жауабын айтты маған. Сонда Өз орнымен сөйлейді. өз орнымен сөйлейтін адам. Өз жайымен сөйлейді. Дұрыс қой енді ситуациямен иә, сөйлеу. 90 жылдары тойға шығып бастадым деп жатсыз ғой. 90 жылдар мен 2000-ға дейінгі жыл аралығындағы тойға гонорар қанша болды? Гонорар болмайтын. Гонорар жоқ вообще. Ол кезде Не бірнеше береді, соны алып кете ұн, бересіздер. Иә. 2 сазан, 1 қой, Закускілерді айтып бір отырсыз ғой. прицеп шөп. Иә, енді Ауылда ғой. Ол кезде ішіп жүргізу ғой, иә. Ойбай, ішпей жүргізе алмайсың ол кезде. строго сөйтіп па? Содан кейін обязательно күтіп отырасың аппаратты сақтап. Бірінші стол бітті ме сразу аппаратқа қасына тұра Арт қаласың. жағынан қырғын төбелес. Өйткені төбелес болмаса той болмайды. Ей, мынау той жүргізе алмайды екенсің ғой. Неге той төбелес болған жоқ қой. Ол кездегі халықтың асабаға деген құрметі, қазіргі асабаларға деген халықтың құрметі қалай? Екі бөлек қой ол. Жоқ, қазір асабаның құрметті кәдімгі еді. былай ғой. Ол кезде асабамен бірге кететін талпарлар. Бірге төбелеске жібересіздер ғой кәдімгі. Бірге кетеді. Асаба төбелеске. Мен ойлаймын, кезінде наоборот, бұрын асабаларды қатты құрметтеген сияқты. Өйткені Жоқ. біз бастап Ондай емес жатқан кезде, Жоқ, олай емес. біз бастап жатқан кезде Біздің кәдімгі кезімізде даже анау мынандай мынау болған. беріп Даже жіберетін. бертінде былай болған. Аппарат музыкант тамадамен баратын да аппаратсыз қашып келетін күндер де болған. аппарат ертең Аппарат отрезу болсын алып деп кете ма? Иә. Отрезу аппарат алып кетеміз деп. Кешірім сұрап, солармен бірге ішесіңші, олар ішкізеді. Кешірші бауырым, кеше артық кетіп қалды. Мына. Сондай да болған негізі. Қазіргі енді гонорар сұрап отырмын ғой. Қазіргі таңда гонорар қанша? Ел білсін деген ғой. Иә. Енді примерно цена болады ғой енді. Кейс қатып қалған баға жоқ деп кімнен сұрасаң сөйтеді. Қатып қалған баға жоқ. Сондай, келсе береміз. ашығын айт. Кім Жұлдызбек үшін мен жауап берейін? Жоқ, мен Қажекең үшін жауап берейін. Гонорар жоқ. Аха. Ол до такой степени ақкөңіл адам да. Мысалы танысым болып, мен қаншама мен өзім шетелге кетіп қалып жүрдім сол кезде. Жұлдызбек осылай. Болды, Қажеке бергенімді аламын деп. Жоқ, иә, енді өзара былай. Мына әңгімеден кейін уж. бәрі Hemen бағам сөттің бе? Жоқ, мен де талай туысқан кәдімгі бір күн сондайда қобылан сен туысқандарың точно бітті ма? Қанша бітеді? Жұлдызбектің Бүткіл туысқандар тойына кірген. Иә, қатып қалған баға жоқ дегенім ғой. иә, ол жағынан енді ол өзіміздің арамызда ол ешқашан ақша айтқан емес. Осындай Жұлдызбек Бірақ Жұлдызбек сөйтіп отырып, мысалы тойды өткізіп бер, анам бәрін өзі шақырып бересің, өзі алмайды, бірақ анадардан сыпырып алады ол десең. Үстерінен көріп па? Бәрібір шығарып алады дейсің. Қазіргі жоқ, если серьезно, қазіргі баға қанша? Жоқ, мен айтайын. Мен мысалы жауаптан қашып отқан жоқпын, айтасың. Қазір ойға келген бағаны айта беруге болады ғой. Мысалы, мен ойлаймын, екі адам отырмыз ғой. Қажекең ставка айтуға болады да, лицо администратормен жұмыс жасайды, жанында команда бар деген сияқты қанша адам. Біз енді өзіміз жеке басты тамада просто бізде лицо жоқ, халыққа танымалдылық жоқ асаба ретінде деген сияқты. Қажекеңдерге нормально да 700-800 миллион деген ставка қойып қоюға, сұранысқа қарай. Ал бізде біздің тарапымызда енді біз енді жалпы адам сұранысқа қояды ғой өзін. Енді мен 500 мың қойып қойып тойсыз жатқым келмейді мысалы да 500 мың. А бірақ 500 мыңға айтатын клиенттер де болады деген сияқты. Өзің де білесің ғой. Средний баға бар ма? Неміз енді қазір көп халық көріп қойса тағы біз көп нәрсе ашып қоямыз ба деп ойлап Средний отырмын. бағасы. Ресторанға қараймыз деген сияқты білесің ғой. Иә. Ресторанға қараймыз, қымбат ресторан болса қымбат той айтамыз деген сияқты. 200 бен 400-дің арасы. 200 бен 400-дің арасы деуге Сөйтіп айтуға болады. болады. Енді қазір сізде қарай берсе ала береміз деген сияқты ғой. жаңа лицоңыз бар деп айтып жатыр ғой. Лицоға дейінгі баға мен лицо пайда болғаннан кейінгі баға екеуі разница енді ай мен көктей деп ойлаймын. Сол бәрі 60 мың ғой десе. Танымал болмай тұрған кезде баға қандай? Және де мына киноға шыққаннан кейін, кино арқылы халық кеңінен танығаннан кейінгі баға қандай? Мен тура Жұлдызбек сияқты мен қатып қалған баға жоқ.
адамның жағдайына қарайсың. Жағдайына қарап. Иә, кейбіреулер болады, менің анам сіздің фанатыңыз. Сол қайдан болса сізді тапсын, сіз болсыншы деп. Көңілін көрмейсіз. Сол кезде енді қанша деп айтасыз. Өзім бағамды айтамын ғой, сол кезде талып қалады. Содан кейін сен өзің айтшы, ол айтады, мен талам. Әйтіп сөйтіп. Екі ортадан келісімдегі баға шығады ғой. Нұрлан Еспаев ағамыздың бір сөзі бар еді. Тойға қанша деп $200 берейінші, $200 мен подъездге шықпаймын ғой дейтін бір әңгімесі бар еді ғой. Сол Жоқ, сияқты ондай жоқ. келісіп Адамның көңіліне қарау керек. Мысалы қазір мысалы 500 деп айтамын да, бірақ олар қалтасы көтермей айтып бүйтіп бірдеңке болып келеді. Тойды мен өткіземін, бірақ олар мені одан кейін қарғай ма қарғамай ма. От души бермеген соң анау ақшаңды сіңбей қалады ғой. Иә. Қазір егер шақыратын болып жатса, енді көріп жатса, осы біз сізді тойымызда көргіміз келеді дейтін жандар болса, примерно сізді шақыру үшін жобамен қалтасында қанша ақшасы болу керек? Ол болмайды олай. Жоқ, жобамен енді. Сол үшін мен сол ақшамен сөйлеспеу үшін менің көмекшілерім. Бәріне сол кісілер жауап береді, администратор. Солар өздері жауап береді. Аз алса менен таяқ жейді, көп алса жақтан таяқ жейді. Сол мен білмеймін деймін. Ең қымбат гонорар қанша болды осы күнге үшін? Өзімнің тарихында, асабалық тарихында мен ең потолок гонорарым, ең қымбат шыққан тойым осындай баға болды дейтін бір той бар. Біреулердің үстінен көріп па или жоқ. Енді былай көрейік, онда былай істейік. Өзімізге явно өйтіп енді мен. Өзіңе таза алған гонорарың и үстіне қосып, анадан қосып, мынадан қосып. Тойдан үлкен ақшамен қашан. Үстіне қосатынымызды бәріне паш еттік қой, құрметті той иелері. Артын ашпасады. Сондай ма? Просто бізге өздері 10% беріп кетеді ұйымдастырған үшін. Енді дұрыс қой. Мен көбінесе, жоқ, мен айтайын, көбінесе мен тойды тек музыкантымен аламын да. Қазіргі таңда. Енді бұрын алдық қой енді. Одан кейін қазір жауапкершіліктен қашамын. Мен бишілер болса өздерінің номерін беремін. Камера болса өзімнің номерін беремін. Егер енді әншілер жаңағы жұлдыздар сұрап қалып жатса, таза жері осы жер. Жоқ, ұстау емес енді. Таза ұстайтын жер осы жер. Просто оларға тойлерінің бізге сұранысы өздеріне шықса, миллионнан төмен әнші жоқ қой қазір. 600 мыңнан 500 мыңнан төмен әнші жоқ. Біз енді күнделікті жұмыс істесіп отқаннан кейін бізге келетін бағасы бар деген сияқты. Сол үшін тойларына кейде өзім де предлагать етемін, бостары болып жатса деген сияқты. Шамаларына қарай. Егер ақшасы бар адам әншіге бізден сұрамай ала береді. Өздерінің администраторына звондап ала береді. Сондай жағдайлар болып қалды. Мен көбінесе жауапкершіліктен қашамын да өзіме алмаймын. Тек музыкантымды алып барамын. 200 мың теңге деген қазір менің бағам бар, өтірік айтпайын. Ары қарай енді 200-ден төмен беруі мүмкін, оған да келісерміз. Көп берсе, одан көп алармыз. Ең қымбат шыққан тойың қанша? Ең көп шыққан деген бір қалтаңда ақша тұрған санадың мен осындай ақшамен шықтым. Бір күнде 3 той ұрғанмын десең. Бір тойдан ба жалпы? Жоқ, общий жарайды. Бір күнде 4 той ұрғаным бар. Жағында емес. Бір күнде менде бір 800 мыңнан аса жасағаным бар, өйткені үйлену тоймен беташар, ол жасалған ақша беташардан. Қанша түсті? 500 мыңнан жоғары ақшалай түсті. Мен өзім 300 мыңдай ақша келісіп барғанмын. 800-дей. Ананы ұстағаның бар, жоқ, ешқандай ұсталған жоқ. Өйткені бұл той Алматыда болған жоқ, бұл жақта әншілер болған жоқ, менде бишілер болған жоқ. Бұл Шелекте болды. Шелекте болды менде ол той. Сол кезде бір 800 мыңнан жоғары шыққаным бар. Үйге барсам 70 теңге қалыпты. Шелектен келгенше жоқ. Жегене келсін, одан кейін тойдан шыққан соң шашқан. Беташардан жақсы түсті ол кезде. Мен беташардың табағын енді қазір келісімге қарай ғой, кейде аласың, кейде алмайсың деген сияқты. Қазір организаторлардың өзі звондайды, олар табақ алмайды жаңа берілген. Бір ставка қойып қояды, соған ашып кетесің. Бос болсақ неге бармасқа? Қатты да беташар. Оған да дайындық керек, бірақ енді табақты тойдың иесі алады. Оны ойлаймын, ол халықтан емес кінә деп ойлаймын. Оны құртқан біздің өзіміздің бет аша алмайтын тамадалардың өзі құртты. Айта бермеңіздер өйтіп. Міне біреу отыр. Айта бермеңіздер өйтіп. Мысалы, өзің өткізуі үшін ортаға түсетін ақшаны өзің санап кайфын көрмеген соң ше, мысалы беташардың жігіттер өздері алады да, санап рахаттанады. Оны көрмегенде бізге қызық емес. 2013-те беташ жүрген жылдар сондай болған. Келгенде табақ несі бет ашатын адам бар ма? Бар. Қаншаға шығады? Табақты алады. Ой, жоқ, табақ өзіме. Сіздер қызықсыздар қалай? Анау келіп тұр. Ол ақын бола ма? Ол әнші бола ма? Ол келіп бүкіл халықтан көріндік сап тұр, келін бетін ашып.
қалай ол көрімдіксіз бересіздер де қайтып мал боласыздар. Миға сыймайтын нәрсе. Адам Содан кейін енді қазір қойылым өзінің жоқ, адам жоқ. несіне қарай сияқты енді. Ойлануына Жоқ, қарай. ол дұрыс емес ау Қажеке, деймін. сіздің ең көп шыққан гонорарыңыз тура сонда ең көп қанша ақшамен шықтыңыз бір тойдан? Ең көп Жәпектен, Жылызбектен тура 1 миллионға көбірек. 1.800.000. 1.800.000 ба? Қандай керемет. Атыраудан. Атыраудың О халқы. жақта Атыраудың халқы. Бер жақта О айтыңызшы шал. Ол Мен- жақта мен 3.000 долларға барып келіскем, Аха. бірақ Шерттім да $2,5 беріп жіберді. ол жақта просто мен қасымдағы музыкантым, таперім. Мгм. Сол адай күйін ойнай алатын. Соның ақшасы ма? Соның арқасында. Әне. Содан кейін мақтан. Жалпы қазақ мақтағанды жақсы көреді ғой. Бәріміз сол, мен мысалы мақтап алсам, маған да Жоқ, сонда жаңа тапердің ақшасын сіз алып алдыңыз ба? Иә, ол мен апардым ғой. Жоқ. Жоқ, анау мақтап, содан кейін ойын ойнатқанда, міне осылай болды. Содан кейін мынау Ақтау, Атырау жақтың ана өлең сөздерін оқысаң, кәдімгідей Қыстырады ол. Ақша қыстыра береді. береді. Орал жақта сондай екен, Жалғыз мен кәдімгі ойдым, иә, батысқа барып Орал көрмеген осы жерде. Орал жақта тойда болдым, тоже сондай жаңағы біреу ән айтады ғой, кішкентай бала біреу ән айтса, кәдімгі тұрасың ана жерде 5 минут. Нағашысының атынан, пәленшенің атынан, түгеншенің атынан. Сосын мен еще естігенмін, микрофон тойдың айтып береді. басындағы бастаған әншіге Ой, обязательно кәдімгі, береді. ой. Обязательно. Обязательно бірінші Ол- бастаған иә, әншіге иә. ол звезда болсын, Иә. кішкентай Қарамайды. бала болсын, Бәрібір. иә, или сіз құсап айтсын, қарамайды екен. Иә. Сонда Деп айтатын дейсіз бе? Иә. Енді ақша жарайды ғой, бірақ ана өлең айтқанда ақша берсе, ол ол ақшасына қызықпайсың ғой, бірақ ана ана мерейің өлең өсіп, бағалап мәртебең жатыр, күшті көтеріліп ғой. қалады да, андай риза болып қаласың ғой енді. Ол жақта батыста әзіл жақсы өтеді, ойындар жақсы өтеді. Еще көтереді ғой. Мысалы мен Тараз жақта өткізе алмаймын. Жоқ, жоқ. Ол Алматыда көп ондай. Алматыда ойын ойнайды, бірақ батыс сияқты Алматы ойынды көтере алмайды. Батыста Иә. кәдімгі жестко ойнайды, и өздері де активный ғой. Активный Сосын өскемен жақтың тойы сондай екен кәдімгі. Иә. Анау Біз жақта не- Мен ең жақсы көретін тойда осы наймандар десе қатты қуанып кетемін той. Мә, Өйткені бәріміз де сол Тағы осы- да осы тағы да білет наймандар айтайын, таңдамайды ғой ол. Йой. Сенің әзіл әңгімең болсын. Ол тек бір нәрсені ғана жақсы көреді деген жоқ. Наймандарда жаңағы ойын ғана ойнатсаң күшті деген сияқты. Әңгіме айтсаң өтпейді деген жоқ. Жан-жақты болу керек. Жан-жақты олар Бәріне отырады. қатысу Сосын нәрсе сосын өтеді. мен ойлаймын, олар тойға өздерін дайындап келді. Біз Иә. көңілді отырамыз, көңілді Иә. айтамыз деп. Біз жалпы сондаймыз ғой наймандар. Мә, күшті, Негізі иә, сол ана ол жасыратын жоқ. менталитетке қарай Естідіңіздер ма, құрметті көрермендер? Біз найман Наймандар ғой. құдалар өскемен, күршімнің ар жағында. Күршім, Иә. көкпекті. Найманның Жайсаң, әңгімесін бәрі біткесін бір жерде. айтарсыңдар. Жоқ, ар жағында қандай Қалжыр дейтін ауыл бар, Қалжыр Иә. өзені. Сол жақта Кішкене ары туған құдаларым, Қалжырдағы құдаларыма жалынды сәлем. Оны далаға шығып айтпайсыңдар. Жоқ, осы жақтан Тимешең енді тұр. момент. Енді ең қымбат Құдаларға сәлем. Видеомен жіберіп. Сұрақ болса, ең қымбат, иә, ең қымбат, иә. ең қымбат той жайлы бір сұрақ қойып өттік. Енді бұл сұрақ маған да, саған да қатысы жоқ, тікелей Қажекең қойын деп отырмын. Өйткені шетелде көптеген гастроль бар, жаңағы кинолар мен басқамен шетелге көп шығасыз. Жалпы шетелде той жасайды ма? И Той жасайды, шетелдің тойы мен той. біздің тойдың разницасы Вообще. не деген сияқты. Маған қызық Мен енді просто. шетелде болғанда, мына қара, Мексикада болдық біз 1,5 ай. Сонда полис, световик, бірақ техниктардың біреу үйленді, сонда бізді шақырған. Олардың тойлары біз сияқты емес, мынандай дастарханда отырып, анау тамада тыңдап, мынау жоқ, қайдағы. Фуршет. Иә, 5-6 орындық қояды, бірдеңкеден бүйтіп қояды. Анау папалары шығады, бүйтіп бірдеңке дейді. Болды, сол кеше жүре береді. Подарка бере бастайды. Ең қызық жерлер сол. Ондай дастархан жайлы, ондай жоқ қой қазақтың жаңағыдай Эконом. істеп қалған жаңағы. Ана Тұрсынбектің бір әңгімесін естігендер, Москваға тойға барған. Жоқ. Мына жақтан жалдап олар Москваға барып бір мықты отельде жуынып шайынып отельден соң немеге алып келеді. Сол отельдің астында ресторан. Сол гримеркада отырып, там дастархан жасап, той естілмейді дейді, мына естілмейді шығады. Ал теперь ваш выход деген ғой бір сағаттан. Я говорю, добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Солар жалдаған ғой әдейлеп. Астана болып еді ол кезде. Астана KZ. Казахи ме? Казахи командасы. Шыққысы 4 адам отыр дейді. 8 адам отыр.
сегіз адам бар. Қазақ сияқты той жасамайды. Енді қырғыздар бауырларымыз, өзбек бауырларымыз білмейді. Олар бір тоймен 6 тойдың ақшасын шығарады дейді. Мен сұрақтан ауытқып айтып жіберейінші, 8 адам деген. Менде бір кісі болды сондай. Бір тойдан көрді да, ол той енді жас өтті енді. Өзіме де ұнаған той болды. Сөйтіп көріп қалып, ұнатып қалды да ана кісі. Өзі генерал кісі екен, 70-тен асқан ба? Номерімді алып звондады бір күні. Жылжыбек, айналайын, алдында алып едім осы номеріңді. Мен үйге жаңа той жасап едім, той дегесін енді жасап жатыр едім. Соны нелерім келеді, достарым келеді деп. Қанша болады деп, сағатына қанша аласың деді. Сағатына қанша аласың деген жаман естеді осы сағатына қанша деген де жаман ғой. Осы арада жаңа Қайнар Алагөзовтың сөзі бар ғой. Нұрсұлтан звондады Сатынбай. Қайнарды сөйлесіп берші, бір выходқа, бір сағатқа бір жерге арнап айту керек деп. Жарайды, сөйлесіп берейін. Бағасын біліп берші деп Қайнарға звондадым. Сағатына қанша? Қайнар осылай той бар еді деп. Иә. Жүргізу керек па? Жоқ, жүргізу емес. Бір сағатқа арнап айтып кішкене. Жүргізу де керек деді кішкене. Сол сағатына деп жатыр деп едім. Сөйтсе Қайнардың айтқан. Жылжыбек ау, мен сағаттап шығатын жүзікші емеспін ғой. Алса полный алсын, осындай бағам дейді ғой. Сол айтқан. Сол кісі звондады сағатқа. Сосын айттым. Сосын айттым, аға, ана кісіге айттым енді, сағаттығы жоқ енді, бастан аяқ болып берем ғой, осындай сумма бере қойыңыз, қасыма әншімді алып барайын енді. Үйдің ішінде екен. Жарайды деп бардым, кірдім үйіне. Сөйтсем 6 кісі отыр екен. 3 еркек, той иесімен 6-шы адам. Соның кемпірі бар қасында. Кемпір Былай төртеу получается, төртеу. 4 қонақ қой. Сонымен жиналмаған екен дедім да, бір жағынан ыңғайласып отырдым енді. Аға, құтты болсын еді. Өзі туған күні ма, бір отырыс жасап ма біздің енді. Сонымен қашан бастаймыз? Қонақтар қашан келеді аға деп. Ай, отыр ғой деді. Қасындағы әншіме қараймын бүйтіп. Ой, мынау не болып тұр? Бір тойда көрген анекдот айтып, ол той өзі бір күшті өткен. Сондай күшті өткен енді. Сәтін салып. Енді сол ол менің әніме шақырып тұрған жоқ, сол анекдот айтып күлдіреді деп шақырып тұр ғой енді. Ой, енді жарайды деп бастай бер деді енді. Кіріп бастап енді бас жағын кішкене осындай әңгіме айтып, әншімді бір-екі өлең айтқызып алып, сонымен барып анекдот айтпайын ба? Ешкім күлмей ме? Жоқ. 2 адам күледі ғой. Бір шал күледі, мына жақта, ана той иесі күледі, әйелі бір тамақ жасап бірдеңе болып жүр, өзі 5 адам болып қалдық. Сөйтем да күледі, 2-3 адам күледі да. Өзі 5 адам. Анекдотым аяқталды да, бекісін айттым. Не айтқан кемпір? Не дейді дейді ғой. Не дейді дейді. Сөйтеді да шалы түсіндіреді қасындағы отқаншы. Не деп жатыр? Ана жер қалай еді деп менен қайтадан сұрайды ғой. Айтшы дейді да, ана кісінің құлағына барам да, жалғыз адамға. Құлағына барып айтам ғана. Анекдот. Еще күлмей ба? Күлмей. Әзіл шығар я? Амалым жоқ. Бүкіл анекдотын сөйтіп өтті. Айтам, екшеу күледі, ана кісіге барам да жеке түсіндірем. Ана жерден қашан шығам дегенше, әйтеуір зорға шықтым. Мынау көбі бүйтіп айтады ғой, тойға заказ келгенде. Ой, не болды өзі, айналдырған 40 адам болады деп. Қиын той солар ғой. Қиын сол ғой, 30, 40, 20. Мен өзім сондайларда жүрем көбінесе. Мен 150-ден асып кетсе жеңе алмай аламын өзі. 151 болып кетсе. Мен өзім көп сағаттардан да қашам сосын. 150-ден астына наоборот жақсы да. Ортаға лақтыра бересің, болды. Керектісін өздері алып алады. Ал танымалдық келгеннен бері маған қасы той ауыр болушы. Анау жаста бар ғой уже. кішкене. Жоқ, мәселе жаста емес. Бейлі ауырып. Білесің ба, мен жасым сенен үлкен болса да, сен енді асып өтетін білесің ғой. Не ғой? Қай жағынан? Қазір мынау әбден той мына жерге Күлмей қойған соң ғой. тойдан кетейін деп жүрмін ғой. Өйткені мынандай да, ана бір әзіл айтып тұрғанда біреу бүйтіп келді. Деп қарап жеп отырады ғой саған бүйтіп. Соған уже жүрегіме дейді. Концертке үйреніп қалған ба? Концертке үйреніп қалғаннан ғой. Бәрі қарап отырған қалды. Деп ана жеркең тартып алып бүйтіп фотоға түседі ғой. Аузынан еттің иіс кетті. Ой, неше түрлі Фотоға түскен нормально. терлер де келді ғой. Ана ауыздан иіс енді арақтың иісі бар, ананың иісі бар, мынаның иісі бар, мына жерге келіп пәленше өлең бар ма деген шонда жаңғырлап шы. Бүйтіп сілтеп жоғындай деген. Жақсы біліп тұрады да сенің атың қажет екен. Атың кім? Самада деген ғой. Самада деген. Сол тамада деген. Соны халық көрсе, тамада деп жақсы болар еді. Біз например тамада деген. Кім бір айтып еді, тамада деп шақырды дейді, сосын сіздің мамандығыңыз қандай аға дейді.
Ұстайтын кім айтып еді сен? Электрик деген сізді электрик деп шақырса жақсы ма деп ше? Бүйтіп айтпаған дұрыс қой. Дұрыс, иә. Бар, атыңыз кім еді? Иә. Ол мәдениеттілік қой. Мәдениеттілік сол, иә. Сол нәрсе қатты керек деп Мен ойлаймын. жаңа бағана айтып отырсың ғой, аталар жайлы әңгімеңде айттың ғой. Бір күні январьдаға бір той аламын, январьда біз қысылып жататын кез ғой. Сөз той аламын, тойға. Кеше ғана өтті. Тойға барам, төрде бір апа отырады, той басталғаннан біткенше мен не айтам, аузымен енді бұл ауыз не айтып отқанын білесің ғой. Менің сөздерім анекдотын один в один қайталайды ғой анау. Ё-ма, қайталаған сайын мен ағып бара жатырмын. Кәдімгі просто маған қарап отыр, дастарханда отыр да. Мен анекдот бастасам, бір күні бір бай болып түсіп отырып, бір күні бір бай болып жоқ, бірге менімен бірге сол әңгіме бүйтіп қайталап отыр да, біліп отырып қайталап отқанша, ё-ма, қайталаған сөздерім қайталанса, осы новый дүние ғой деп. Новый анекдот қылсам, оны кәдімгі білесің ғой, примерно сөзің 10 та қайталап отыр ғой. Ё-ма, жаман ағып кеттім ана жерде ше. Жаман болады екенсің. Алдында жақында ғана естідім осы әңгімені. Тараздың бір жігіттері айтып берді. Таразда болған оқиға деді, білмеймін кім айтқан. Bir тамада осындай бір ұзатуда ма, басқарып тұрады, есік алдында болған екен да. Ана бізде анекдот бар ғой, жаңағы батыстан құдалар келетін болып, 100 құда келеді десе, жаңағы той иесі тауып қалыпты. Қалған жаңағы 100-і келмей қалып, 70-і келіп, 30-ы қашан келеді дейтін анекдот бар ғой. Соны бір тамада айтып жатса, басын бастап жатқан ғой, осындай құдалар келіп, батыстан, Ақтөбеден деген. 130-ы келмей қалды. Соны басын бастап жатса, бір төрде отырған кісі айтыпты да. Ана анекдот па жаңағы? 100-і келеді деп, келмей қалып, $1000 алып келіп жаңағы. 70-і келіп, 30-ы келмей қалып, 30-ы қашан келеді дейтін анекдот па деген ғой. Жаңағы тамада тоқтап тұр. Жоқ, көке, бұл жол 100-і түгел келіпті деп тұр. 100-і түгел келіп, еще поездбен емес, самолетпен келіпті деп тұр. Жалғастырайын ба көке деп тұр. Тура осындай жағдай болды біздің Шығып кету керек енді. Айдын Мұхитұлы дейтін бауырымыз бар. Айдын Мұхитұлы дейтін бауырымыз. 8 құлақ бар дейтін анекдот болатын. Баяғыда 8 құлақ дейтін қыз болыпты. Бәрі 8 құлақ деп өзінің хит анекдоты еді ғой сол. Коронный анекдоты. Жаңа әбден фамилиясынан шаршап, ЗАГСқа барған кезде ЗАГСтағы тәтеміз тұрып, қызым істейсің, фамилияңды қаласың ба, ауысасың ба десе, ауысамын деп айтты. Давипсандай болатын. Құрметті 8 құлақова, құттықтаймыз. Бүгіннен бастап сіз 9 құлақова болдыңыз дейді. Давипс солай болатын. Айтып келеді. Кейбір тамадалардың арасында андай болады, көре алмаушылық деген болады. Біреу не қылып жатса, шауып жатса, аяғынан тарту. И арасында кім еді, соны айтқан білмеймін. Анау анекдот айтып отқан кезде бір тамада тұрады да. Давиксің жақындаған кезде 9 құлақова деп, осылай кәдімгі наглым образом айғайлап 9 құлақова деп. Анау тоже саспайды. Ананың бетіне қарады да осылайдан тіке 12 құлақова деп еді кәдімгі. Бұрқ етті кәдімгі. Шығып кету деген жақсы ғой. Жаман. Ол тойда болып па едің, болмап па едің? Жаман естідім бірақ болмады. Жаман кіріп кетті ол әңгіме. Ол тапқырлық қой оныкі да. Анау-мынаудың қолынан. Ондайлар көп. Мен күндіз бір тойда болып, кешке бір тойда болып. Ана тойда айтқан, ана айтқан сияқты болып қаласың да. Қалам кейде күндіз айтқан әңгіме, жаңа анекдотым кешкі тойға барған кезде ойланып тұрмын, мен жаңағын айтқан сияқтымын. Осы тойда айттым ба или күндізгі тойда айттым ба деп ше. Кейде болып қалады. Бір кейде болады, бір анекдот айтып қойған, бір әңгімеге келіп қалады да ұмытып кетесің, басқа нәрсе ойланып тұрып, жаңағын қайттан бастап жібереді. Бір рет болған менде жағдай. Бір анекдотымды екінші рет айтып жатырмын да. Айтып келе жатырмын. Что-то танып сияқты ма? Есіме түсіп кетті да. Ай, осында бағана ғана айттың ғой. Осы бір тойдағы адамдар түрлеріне қарап реакцияларын көрген жоқсың. Түсініп қойдым уже. Сөйттім да ана анекдоттың да бифкісін айтпауым керек. Өтпей қалса да аяқтамауым керек болды ғой ана анекдотты. Ұмытып отырмын қай анекдот. Сөйттім де басқа жаққа бұрдым ғой ана. Басқашалай. Енді ана бифкісін айтайын десем, білім қалайын деп тұр ғой. Ана анекдот деген езілді ғой. Арт жағы қара сөзге ұласты ұшым. Ең соң өлеңін оқып аяқтадым ғой. Анекдотым деген шірпіт арт жағы бар. Менде болып бірақ бір анекдот екі рет айтқан жоқпын. Ойланып кетемін тоже, ойланып кетемін. Біреулерді екі рет айтқан десе. Жоқ, өлең білінбей қалады кейде. Ана өлең демешкен мен бірдеңе айтамын, сен айтасың, сен білесің ол әңгімені. Анекдот бастаймын и каким-то образом ойланып тұрамын да пошлый анекдот бастап қоямын ғой тойда. Енді не істеймін, натуре пошлый анекдот. Ананың добивкісін тура солай бермесең явно кірмейді, өтпейді. Пошлый анекдотты бастап, аяғын тура сен сияқты әңгімемен, қара сөзбен аяқтап, деді. Еще сондай кезде бір халық тыңдап қалады ғой. Кейбір бір
Тым жақсы анекдот айтып жатсаң шулап жатады да именно сондай шатасқан кезде Қатты тыңдайды ғой бір Уже артыңа қарап қалсаң музыканы секіріп сондай жатыр ма? секіріп жатады ғой. бүйтіп мына жергенім көріне ме бүйтіп Иә. Ана аппарат Наурыздың әңгімесі бар еді. Ән айтып жатыр. Ода Шатасып көп қой кететін ше. әңгіме. Оны айта берсек мына бағдарламаң бар ғой бір күні- қазір. бір күні Бітпейді ғой. бір той дейді иә жарайды немене той десем выпускной дейді. Мен басында білмеген ақша керек болды ана көмекшіге ала бер деген ғой, бірақ маған бермепті не той деп. Әйтеуір той ғой деп. Астанаға билет алып қойған екеумізге. Айдап келеміз, немене той еді десем, есімде жоқ дейді азамат. Содан барсақ выпускной екен. Ё-май. 11 бітіріп жатқандар ма? 11 бітіріп жатқан солардың вечері ата-анасымен. И мен енді корпоратив жүргізіп үйреніп қалған ғой, қазақша орысша тем более астанада. Қазақша орысша беріп жатырмын. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, милые наши выпускники. Жастардың тілі. Мына жақты жастардың тығылып одноразовый пиіріп жүрмін. Әлі бармеген. Ата-аналары бүйтіп отыр. Не істеймін, қалай істеймін? Іріп жатырмын енді. Ата-аналарға өтіп жатыр, ағандар жастарға. Құрдастарыма өтіп жатыр. Құрдастарыма өтіп жатырмын, жастарыма өтпей жатырмын да. А маған наоборот жастарға, анау мені жалдаған адам келіп, в первую очередь молодежи. Солардың несі ғой, мерекесі ғой. Ребята, жаным оны кетті енді ата-аналар көп ағындар кетіп жатыр. Ребята, как смотрите, если мы будем проводить это мероприятие 18+, а может 21? Кет той қажетіна аузынан ақ ит кіріп көк ит шығып. Мағашка вы крутой, бәрі фотоға түсіп мен. 18+ өтті ме? 18 емес 21+. 21+. Чисто травить еттім ғой кәдімгі. Внутряктар. Енді ол да бір тапқырлықтың белгісі ғой, шығып кету ситуациядан. Жаңағы мен өтеді сол әңгімесі ана ән бастап жататын ше. Шатасып кетіп білем апа сіздер білесіз. Жоқ. Қалай сонда бір әңгімесі бар, ән туралы. Наурызды білесіз ғой? Иә. Наурыз. Таусылмайтын әңгіме ғой. Таусылмайтын. Ол өзінше бір энциклопедия кітап қой. Кітап. Ол әңгімесі. Ескі кітаптармен бүйтіп мөлшерге салып қойған ба сондай ше. Томмен жатады ғой қыздар. Сосын ол неге келе бермейді еще көп. Қанаттың айтатындай күнәр аласың нелер ғой. Кішкене емес, полный сондай ше. Қазір де жамандағаным емес. Қазір де бір жерде жатқан шығар. Тойдағы қызықтар ғой. Қазір де бір жерде жатқан шығар. Сонда досым үйге қайтып баратын деп. Үйге 2-3 күн абырой жинап алып шығады ғой үйіне. Ән туралы қызық. Тойға бардық. Сен басқар, ойбай күшті басқарсың. Алданғанға күшті өзі алдан қойғанға. Сонымен мен отырмын. Нұрбол бар ау деймін. Бернар бар та. Сонымен ана отырсыз да домбырамен өлең айту керек енді сол жерге. Сөйтті да домбырамен шығып. Есіңе мені алғайсыңға өзі қатты дайындалып жүрген барғанша өзі. Бірінші рет айтып жүр деймін. Нұр жауып тұрған көктемді барғанша дайындалып бардым. Бастапта басында. Құрметті ағайын Мұқағали атамды таныстырып келіп есіңе мені алғайсың айтты. Сөйтті да арасында бір тосып берді андай тамағын беріп жатыр өйтті. Соны екінші сонда бізге бір өлең айт деген жоқсың. Өзі бір ұнатып тұр ау деймін өлең айтқанды. Сөйтті да бір кез ағайын келесі әнді мынау Шәмші Қалдаяқов атамыздың өзі бойтұмар әні мынау вальс королі енді тарихын алып келе жатыр енді. Аш жағасында деген әнін орындап берейін ағайын деді да тартып келді да. Нұр жауып тұрған көктемді деді ғой. Біз де қатты мән бермедік, ар жақта бір столда енді шай ішіп отырмыз. Ортасына қарай келіп қалды, соқсын барып бүйтіп. Біреу мән беріп қалды қасымда. Бүйтіп бағар айтып тұрды. Бейсің мен алғайсың айтып тастап еді ғой. Деген кезде ана халықтың арасында да бір отты да бір апа тұрды да, ей балам мынау арыс жағасында емес, есіңе мен алғайсың. Жаңағын айтты. Жаңағын айттың ғой деп еді. Анау да саспайды тұрып. Я апа сол сізді тексеріп отырмын ғой деген. Сізді біле ма деп тексеріп отырмын ғой соны деді да. Сасып қалды да енді. Өзіңмен арыстың деп бастады да енді. Ана екеуінің анализі бөлек қой енді. Есіңе мен алғайсың кішкене енді төмендеу анау анаған жоғары болып қалды да. Жаз еді күлкіңде. Зорға айтып шықты ғой, қиналып барған. Беті қызарып. Ой, оның беті қызармайды. Қан жүрмейді ғой бетіне. Есіңде ма дейтін ма деген енді. Бұлардың әңгімелері негізі көп. Тойда Қырғыздың көп әні қой енді. жаңбыр төкті дейтіні бар еді ғой.
Наурыздікі. Қырғыздың әні жоқ. Дөнген қыздікі ма? Қайсың бірдеңені. Қырғыздың әні бірдеңе деп хабарлап ортаға Ой, ашып. ана несін айтса ол, ана әнін айтса Ол бұл да бар ана кәні. аман аман ел аман деген өлең бар ғой. Ұлан қайыр жер аман деген соны ұнап қалса жазып тастай береді өзі, студияға барады да. Соны студияға барғанда сол әнді жазатын болғанда бір рет естіп қалдым, әділден ба бір естіп қалдым да. Анаң ел анаң дейді да. Сөйтіп жазып тастаған, тыңдап отырмын да енді. Уж плюс түсіп қалған. Плюс анаң несі ба? Аман ел аман ғой негізі енді сөзі. Анаң ел анаң деп жазып тастапты да соны. Анаған звондадым, әй сен денің сау ма? Мынау несі? Анаң несі? Сөзін дұрыстап айтпайсың ба ана? Кеше олай емес па не дейді. Ей шындысың ба? Әлі білмейді еще жазып тастаған ғой. Тойға айтып жүр еще сол. Аман болып басталады ғой ол десе. Қайдан білейін интернеттен тартқанда сөйтіп тұрып жазылып тұрды ғой дейді. Интернеттегі сөз тексттер енді ана нелер өзгере береді. Әріптер секіріп кете береді ғой енді. Келесі. Бір аунап тұрған шығар. Ол аунамайды бұндай әңгімелерге. Оны аунатып үшін. Қажеке суыңыз бар ма кішкене? Жоқ, жігіттер берсін де әкеп берсе де паузасы ештеңесіз бұл жерде жаңағы андай тікелей эфир емес және де андай бір не емес. Содан кейін жарты кружка келмей полный әкеле салыңдаршы. Сатып алып жатсыңдар да полный несін әкеліп қояқ та дейді. Складтың кілтігінде деп. Мына жерге несімен 5 литрлігімен әкеліп қойған ба? Кеттік ал, келесі сұрақ. Қай жақтан бастаймыз сұрақты? Мына жақтан бастаймыз өзіміз. Иә, мына жақтан бастаймыз. Бірінші Ұсақтардан бастаймыз. Милшниктардан бастаймын ғой, 800 мың табатын деп. Енді бірінші жаңағы әншілігің бар, асабалығың бар. Екеуін бірдей алып жүру қаншалықты оңай немесе қиын? Или ол қайсыған көбірек фокустайсың жаңағы акцентті қайсыған көбірек бөлесің, яғни әншілікке көбірек көңіл бөлесің бе, или асабалыққа көбірек көңіл бөлесің бе? Қайсысы жаныңа жақын жалпы? Енді біреуі жаман, біреуі жақсы деп айта алмаймын. Тамадалықта негізі дегенмен жаныңа жақын болады ғой. Тамадалық, асабалық деген жалпы табыс көзі ғой маған. Сол асабалықпен мен ақша табамын да, сол ақшаға ән жаздырамын дегендей. Енді ол әншілікпен қашан біздің әніміз танымал болып, елге көрермен жинамайынша бізге енді не болмайды. Табыс көзі болмайды. Сондықтан мен асабалықпен көп. Сосын енді жаңа жақсы тамада дегеннен гөрі жаман әнші деген жақсы көремін деген. Айтатын сөз. Жақсы асаба дегеннен гөрі жаман ақын деген атын ұнайды маған деген сол сияқты. Маған да жақсы тамада дегеннен гөрі жаман әнші деген ұнайды. Әншілікте сахна бөлек қой енді, ол тойдың сахнасы бөлек. Былай кішкентай дөңкөлтөр мектептің сахнасының өзі адамның энергияны алып тастайды. Сондықтан мен енді көбінесе әлі де жұмысым менің әншілікте ғой. Мен қазір Инстаграм болсын, Ютуб болсын, жаңа қандай тойдың жүргізіп жатқан, мен осы күнге дейін видеоролик жасатып көрген бір видеоролигім бар, оның өзіне 7 жыл өтіп кетіп жатыр. Менде сондай, мен тойдан көрген адам бұрынғы клиенттермен қалыптасып қалған. Мен енді өзім де көп жұмыс жасамаймын, мобилограф алып бармаймын, өзім жүргізген тойларыма. Оны мен Инстаграмға бүйтіп жарнамалағым келмейді. Жаңағыдай білмеймін, өзім енді ол жаңа намыстанамын деген нәрсе емес. Мен сонымен ақша тауып отқаннан кейін кейде андай тойларды реклама керек жоқ. Иә, тойларды мен кейде жыртып жатқан кезде өзім де ойланып қаламын. Салым керек. Мен не деген бейсаспапты боламын деп, мынаны да шашып тұрмын. Мына жағында деген сияқты ғой, мына жерге де енді. Айтып қоямын. Сондықтан маған енді әншілігім жақын ғой. Өйткені мен енді әншілік мен тамада боламын деп ойлаған жоқпын. Баяғыда мен тамада болып кету себебімді айтайын ба? Қысқаша қызық. Біреу жіберіп әнші болып барғанмын, домбырамен ән айтып шығамын ғой. Сол домбырамен ән айтып барып бір жерге. Сол кезде тамадасы жіберген адаммен арасында бір ерегіс болады да, сөйтеді да кетіп қалады. Той иелері ол тамаданы танымайды, ал организатор ана жақтағы басқа жігіт. Ешкім келіп үлгермейді ана жерде. Мен әнші болып қана қалдым ана жерде. Тамадасы жоқ, енді той иесі келді да, енді өтініш жасап, бауырым, мен сен тойда жүрген адамсың ғой, хотя біз вообще сөйлей алмаймыз. Но енді той ыңғайсыз болып қалайын деп тұр ғой қазір. Түсіндім енді бір жағы оларды да. Сосын тамада жоқ, ананы таба алмайды, номері жоқ, несі жоқ. Мен де қатты танымайтын тамада ғой деймін сол. Амалым жоқ, сол жерде басқаруға тура келді. Көрейінші бір жағы қызыққа дедім да. Сонымен жинаған әркімнің музыкант болып жүріп, жаттап алған әңгімелерімнің бәрін айтып, ой күшті өтті. Ана жер деген енді сен деген. Басында бастадым енді, мен тамада болып көрген адам емеспін енді. Ол кезде халық та саған кешіріммен қарап жібереді, сосын күледі енді. Содан күлдіртті мен. Баяғы ана басын ашып қалсаң жіп тұрген жібін, кесіп қалсаң екі құлақ түсіп қалыпты деген әзілдер бар еді. Соларды айтып, ой жандандырып. Сөйтем да
сөздер келмей қалады, сөйтем да ән деймін. Өлең айтып тұрып ойланып аламын. Келесіге не Не бар айтсам еді ба, деген не ба? бар еді де, қандай анекдот бар еді деп ойланып аламын да, әнді аяқтаймын да, анекдотымды айтамын, қайтадан күлдіртемін әйтеуір. Тосып беремін, ойланып аламын, сөйтіп ұнап қалды той басқаға. Сөйтіп тамада болып Сөйттім да, кетті. ойбай, бір күні ресторанға алдым той. Енді Сөйтіп қоям ба? шірідім. Сол жақтан келді ма? Ресторанға алдым да шірідім. Жарайды. Ойбай, өмір бақи той басқармайтындай болып шықтым енді. Мгм. Түсіп қалдым ау деймін бір адамдарына. Өмір кәдімгі енді жоламаймын деп кеттім. Ана бір болады ғой, басында бір машина айдай алмайтын кезде машинада біреуге соғып ала жазсаң, ойбай, өмір бақи айдамаймын деп кетесің ғой. Сол сияқты бір айдай сол тамадалықты қой, мына беташарым жетеді екен, әншілігім жетеді деп алып кеткен кездер болды. Сосын біреулер қайшылады енді. Мынадай шықсайшы, қолыңнан келіп тұрған дүние деген сияқты. Сонымен кішкене әйтеуір. Мен сосын тамадалыққа өмірімде мен жаңа жаттап, өлең жаттап, амандасу жаттап көрген адам емеспін. Мен де Менде ешқандай бір дайындық сценарий, мына басында мынандай, ортасында мынаны айтасың деген дүние болмаған. Мен әлі де той иелері сұрайды да, Жұлдызбек, той қалай болады дейді. Қалай болса солай болады дейсің ба? Мен айтамын да, ол болмаған тойды мен не деп айтамын, мен қалай болатынын. Ол енді басында не істейсің, ортасында не істейсің. Менде ондай нәрсе жоқ. Ол тойдың Нақты өзінің сценарий құрылымы бар жазбайсың. ғой. Тойдың өзінің нақты сценарийі бар ғой. Иә. Басып бата алынады, ән жіберіледі деген сияқты, тілек беріледі, тос кетеді. основасы Енді основасы бар ғой, өзінің Қандай? құрылымы. Иә. Негізі сценарийі бар любой Иә. тойдың. Мен айтамын, енді ары қарай сол жердегі болған дүниені айтамыз. Біреудің тойына барып айтқан дүниені екінші нәрседе қолданбаймыз. Қолданатын бір 5-6 нәрсе ғана бар. Постоянка. Той басында. Менде де болған Аспасын ағайын алды. мынандай біреудің тойы болды да. Алдыдағы Сол астанда міне алдырып отырыңыздар деп 74 рет айтамыз да, соны өткіземіз администратор беріп отыр. Мынандай. Сценарий ма? Иә. Так, 6-10-да жастар кіреді. 6-17-де анау. Мынау не десем? Сценарий Біз наш. тойдың иесі уже утвердим, бір жеріңе тығып қойма. Или басқа тамадан ведущийіңді әкет. Мынау саған телевизионный передача емес, концерт емес, бұл уақытпен жүретін. Қазір біреуінікі анау болады, біреу мынау болады. Қазір шақырғанда анау болмай қалады. Немесе мен әзілді қалмайын ба? Иә. Деп өздерің жүргіздер деп бұрып кетейін деп жатқым. Менде ондай тойларда болды сценарий. Тойды ескеріп. Болды. В Дайындап чем қоятындар. проблема дейді? В чем проблема? Я говорю, это концерт или мероприятие свадебное? Свадебное. Ну, это что, по времени? Как это? Ну, той емес қой, мына жерде отырған тамақ ішіп, да, организация. Я им сказал, уже несколько раз сказал. Это моя жена дура задолбала. Өзің жүргізе бер, бауырым, қалай жаңа. Сен көзіме көрінбе деді. Ақырындап әртістерін шығара бер. Сондай тойлар қиын болады. Әйелі мен еркегі келіспей, өзі бір той иесі ғой, екеуі. Талай өтті ғаха. Менде талай өтті. Әйелімен дұрыс емес. Күйеуінің көңілін тапсаң, әйелінен ұнамайды. Әйелінің көңілін тапсаң, Ақша кім береді, соны бірінші біліп алу керек. Кім ақша береді, соның көңілін Сондай беру керек па. Мен ана сосын көп көңілім түсіп қалса, бір не істеп қаламын. тырсый қаласың. Кейбір біздің айдындар қарамайды ғой, біреуден ұрыс естіп қалып жатса да. Қарамаймыз. Негізі сынбау керек, ол дұрыс нәрсе. Ал мен кішкентай нәрсе. Менде баяғыда бір кісі болған. Жұлдызбек, молодец, енді мен іздеп жүріп зорға жалдадым. Давай, алдында көрдім ғой сені тойда. Дәл солай маймылданып тұрып өлтіресің ғой дейді. Маймылданып. Ана кісінің түріне қараймын, ол маған жынданып айтып тұрған жоқ вроде. Анау маған тиіп кетті да енді. Түріне қараймын, енді ол кісіні де түсіндім, орыстанып кеткен сәл андай. Көңіліне тиеді ау деп айтқан жоқ ол, ана типа жаңағыдай ашылып алып. Айыр дегені ғой. Жыртасың ғой деген сияқты ғой, бірақ енді маймылданып дегені өзіме қабылдалып қалды да. Ойбай, біраз жүрдім, ана сөз миымнан кетпейше, сонда мен маймыл болып ақша табамын ба, сонда не өп кетті деген сияқты. Сондай, кейбіреулер айтады. Кейбір енді бір осы той бітсе екен, аяқталса екен дейтін тойлар болады ғой кейін. Болады. Әйтпесе күнделікті айтып жүрген сол нәрсе, сол сценарий, сол дүние арасында тек әйтеуір сол жерде шығатын импровизация бар. Тойдың иесі көңілі қандай болады? Тойда солай өтеді. Ниеті, көңілі қандай? Алдында ана Жүсіп Ақшораның әңгімесін естіп қалдым да. Шаншарда сол кісінің әңгімесінде күшті тойдың ең қызығы өтуі, тамада, әнші дейді. Тілек айтып тұр өзі бір тойда көріп қалдым Инстаграмда. Тойдың қызығы өтуі одан емес ағайын. Тойдың ең қызығы мына ағайын туыстың түгел отқаны дейді ғой. Негізі өте керемет жауап та. Әдемі ғой. Ол тамада ол. Тойда бір 6 сағат 5 сағат ол жастардың бақытты болуына егер жаңа баланың бақытты болуы қандай той жүргізсең де ол тамаданың қатты бір күндік дүние ғой ол. Халықтың тілегі батасы, ағайынның тілегі батасы. Ары қарай енді қызықты болғанда дұрыс та көңіліне қарағанда.
Жұлдызбек. Сізге шығар мен деген зарлап отыр. Жоқ, енді ол Созшы 4 сағатқа. сізге екен сұрақ. Сізге екен сұрақ. 4 сағат болғанда Ұра бер, сәресіне мына жерге бір екі нәрсе Иә. қойып жібер. Сәресі уақытта келіп қалма. жоқ әлі. Бар уақыт сәресіне уақыт. Айта береміз деп жатқан ба? Көпшілік кеттік-ау. Жоқ, нормально. Енді мынандай бір сұрақ, бұл сұрақтардың бәрі негізгі дейтін тоже редактор жігіттер бар, солар біледі. Мен де ойдан шығарып жатқан ештеңем жоқ. Дұрыс па, дұрыс па. Танымалдылық үшін араласатын адамдар қаншалықты көп сіздің жаныңызда? Былайша айтқан кезде, сіздің лицоңыз үшін, ой, осы кісі кинода жүр ғой, осы кісі елге танымал ғой деп, лицо үшін, танымалдылық үшін, халыққа танымал болған үшін сізбен араласатын адамдар бар ма? Бар, Көтке екі адам. кіретін деген сияқты. Былайша айтқан кезде. Біреу әне. Біреу әне. Жоқ, мен қазір ашығын айтайын, мен ол жаңа Әйеліме сосын айырылысып кеттім мен. лицосына мен ашығымды айтайын, Қажекең, ол лицо дейтін лицода жоқ. Бит. Әдейі болса екен сәл Досыңыз сияқты қанша кіші болса да жоқ, Қажекең өзі бірақ енді былай көңіліңіздің несінде ма? Мен Жұлдызбекті сүйемін да. Ол да мені сүйеді. Бізде взаимно. Взаимно. мен как раз әйеліме ажырасып жатқан кезде Жұлдызбекпен танысып деп. Жоқ, Жұлдызбекпен танысқан әйелмен айырылысып кеттім десең. жоқ, Қажекеңмен біз өмірде былай ойнаймыз, бірақ іштей ағалы неміз иә. Бірақ жоқ, Басқа жерге барғанда мені артық не көтереді. жоқ, әдемі ойнау, әдемі. Ол бұрыннан кеткен дүние деп ойлаймын. Ағаның, інінің ағаға еркелеуі. Сондай еркелік қой. Иә, еркелікті бұл. Просто ана 50 жасыма келмей қалған, соны әлі кешіре алмай жүрмін. Тағы келесіз, жасыңызда бас енді. аяғы ол емес шығар. 50-де. Жетпеймін-ау. Ана әңгіме есіме түсіп кетті, 60 жасқа жетпеймін ау дегенде есіме түсіп кетті, айта салайыншы. Жаңағы бір туған күнде енді тілек айтып жатыр. Сөйтіп жаңағы достарымның ішінде біреу келіп, пәленше түгенше бұйырса 90-ға келген кезде тоқал ал деп сондай тілек айтып жатыр. Сөйтсе жаңағы туған күн несі айтады дейді, әйеліне қарап тұрып. Что-то мен 90-ға жете алмайтын сияқтымын, ертерек ала берейінші деп. Сондай өзіміз өткен Күлкілі. болып тұрады ағайын андай. Танымалдылық үшін жаңағы толығырақ ойбай, сұрағым танымалдылық үшін араласатын адам қаншалықты көп, және сіз білесіз ғой, мынау сіздің танымалдылық лицо үшін, сіздің елдің алдына жүргеніңіз үшін ғана сізбен араласқысы келіп тұрған, или болмаса конкретно кіріп тұрған сезуге болатын шығар. Ой, Сезесің ғой әрине. ой деп кім мұндады? Жоқ, бірінші мынаны сұршады. Жоқ, бүйтіп отыр. Деп, кім еді? Не бағдарлама мынау? Ірген бағдарлама айттық қой. Енді бастап бара жатыр деймін, иә? Әдемі, ол зато андай шынайы дүние да, ол бір андай. Жаламай қалып жүр. Мен шыны керек міне бір Алла куә. Алла өзі мен сондай адамдарды алып тастайды ғой мен алдымда. Шүкір міне қаншама достарым бар. Біреу бір артыма кіріп, немесе мен біреудің артына кіріп көрмеген. Басында болды, ең басында 2014-те Тұрсынбекке барып, Тұрсынбекті жеңіп, сол Тұрсынбекке кірген кезде қасында бүйтіп араласпай жүрген көршілер бүйтіп сәлем айтсын ба деп сөйтіп. Бірақ біреу артыма кіріп, ондай болған жоқ, Аллаға шүкір. Өйткені мен өзім қарапайым болған соң, мен өзім байқамайтын шығармын, біреу кіріп шығып жүргендерін. Міне менікі ашық еді. Есік жабуды ұмытып кете беремін десе. Есік айқара ашық тұрады күні тұрады. Қажекеңмен біз енді біраз бір жарым жылдай ма енді бір 19-дан бері. жоқ, қазір де енді былай көрісіп жүреміз ғой, бірақ сол жылдары бір білмеймін, екеуміздің қолымыз қатты бос болды ма әйтеуір. Күнде бірге жүреміз. Бақанаста тойда жүреміз, бір кезде Түргенде тойда жүреміз, бір күні қалада. Ой, қазір қойып кеткен адам. Қазір ораза. Оразадан кейін ойланамын десеңші. Қазір іспейміз ғой, рас. Ол кезде мен күнде ішетін. Алматыға көшіп келген кезде. Тағы мындай. Жоқ, 21. Мен жас болғасын жыл есептемеймін. Енді сөйтіп жүрдік біраз. Соны мен енді қасында жүріп білемін ғой. Қай жерге барса да. Білмейді да просто. Бақанастағы қызықты айтып беремін бір тойда. Оған Қажекең не жоқ, менің заказдарым ғой, енді баруға тұр Қажекең. Жүрсеңші барып қайтайық деген сияқты. Енді келіп жатыр Астанада, Алматыға көшіп келіп жатқан кезде. Несі Қажекең, қазір былай ғой, енді таныссаң Қажекең. Басында енді актер, енді кино актері, лицо деген орыстарға дейін таниды. Көшеде жүрсең 100 адам өтсе, соның
98 адамы келіп танып атат Иншалла. негізі. 2 адамы просто менсінбей кететін шығар. 100 танып атат, мен оған көзім жеткен. Жұлдызбекті санаты десең. Лицосы қатты. Соны Екеу ғана ма? дұрыс пайдалана алмайды. Андай бір адаммен қарапайым әңгімелесіп кете береді да. Осылай да. Мынандай лицо болса біраз жерге дейін баруға болады енді. Пайда көрем көрдім. Андай өзіңмен болып кетіп жаңағы әңгіме айтып жаңа танысып негізі лицоларға звездалар бүйтіп отырады ғой енді. Соған әңгіме айтып адам көңілін тауып отырады ғой. Жоқ, миыңды аштады ғой жарты сағат. Өзі сөйлеп ше. Анау сөйлемейді. Ана танысқан адам аяғында безеді ғой. Ойбай, неге таныстым деп. Татабы қарапайымдылық қандай. Адам арғы қарай уже адам ұмытып кетеді. Қасында бір енді звезда деген тілмен айтылады ғой енді. Түсінікті. Звезда отырғаны ұмытылып кетеді уже адам. Қарапайымдылық болғаннан кейін. Сол үшін де ғой жаңағы артқа кім кіріп кім шығып кім отқанын білмей отқан. Байқамаймыз. Бақанасқа тойға кетіп қалды, Қажекеңді алып алдым. Жүрсеңші, барып қайтып қыдырып деп. Балалар 5-6 бала бар. Команда бар, енді нелері бар. Басталды. Той басталды. Жоқ, заправкадан басталған шығар әңгіме. Магазиннен. Сен бар ма едің? Жоқпын, жалпы мен білемін, ол сөйтті. Точка қалай есік ашты, қалай есік жаптық, бәрін айтудан қажет жоқ шығар енді ол жаңағы. Машинаға отырдық, 3,5 сағат жүрдік, оның бәрі қажет жоқ қой, просто. Бардық, қысқасы, көрген адамға да кішкене тез түсінікті болсын деп жатқам ғой. Сол бардық тойға, сол бастадым той, свадьба той. Сол той есімнен кетпейді, егіздердің тойы ма еді? Иә. Егіздердің. Или 2 адам бірдей үйленіп атты ма? Сондай ерекшелігі бар эти Бақанаста бір. Соны бардық. Қажекеңе несі жоқ. Барғаннан кейін енді выход жасай сал деген сияқты нәрселер бар. Соны бастадым бір 2-3 жылдан кейін ба. Қажекең ұрып жүр енді. Бір кезде шықты. Той баған. Соны мен өзім бірінші рет көріп тұрмын енді той жүргізген Қажекең. Аяғында шығара алмай қалдым ғой. Бір сағат болды, әлі әңгіме айтып жүр, ойнап жүр. Тос деген жоқ, уақыт жоқ, ана жерде деген қанша адам, 300 адамдай енді. Жеке сөйлесіп жүр адамдармен тойда. Сценарий жоқ, ары қарай мен не боламын, уақыт қалай болып жатыр, мынау қаншада бітіреді, список қалай болады деген сияқты. Вообще құрылым жоқ. Ұрып жатыр. Зорға шығарып алдым, парқа жерге. Берейік та, тос берейік та адамдар сөйлесін де деген сияқты. Соны шығарып жіберіп, әйтеуір бар, ұрып жатқан. Тойды енді тезірек бітіру керек болды енді. Қажекең келеді, қайттан шығып алады. Ортасынан шақырмасаң да шығып алады ғой. Екінші микрофонмен келеді там. Күтейін, тұрғасың. Қашан болады екен. Қашан әңгіме аяқталады екен. Иә, жыртып атырым деп ойлап жүр. Күліп атқан ешкім жоқ. Өзі әйтеуір Қажекең. Өзіне ұнап атыр. Өзіне осы жерін қимаңдар десең. Сөйтіп той аяқталайын деп тез бітіріп тастау керек болды да, соны той иесін шақырайын деген ба, той иесі шақырсам әйелі келеді, күйеуі жоқ қой. 20 минуттай жоқ болды. Той иесі деп шақырып қойғам енді, ары қарай не ән айта алмайсың, не айта алмайсың ғой, енді той біту керек қой енді. Жоқ, Қажекең жоқ. Жоқ па? Той иесі де жоқ, Қажекең де жоқ, сразу түсіндім ғой. Сөйтсем далаға алып шығып кеткенде тойхананың қасындағы бір кафеге апарып алған ғой той иесін. Той иесі балаларының үйленіп жатқанда шатағы жоқ. Күйісіп жүр екеуі. Бір-бірін кетіп 20 минуттан кейін ба зорға тауып келді ғой біреулер ше. Құшақтасып алған. Осылайдан келді. Рахметті бірге айттық. Той иесімен бірге шығып, тойдың аяғында рахметті бірге айтты той иесі болып. Ойбай деп. Қажеке деп келесі тойға барғанда отырғызбай беретін болдық қой. Костюм-шалбар кимешті. Ол да бір шетінен көңілді. Сосын Қажекең былай болды. Астанадан көшіп келгеннен кейін Алматының тойларына бірден кіріп кете алмайды ғой адам. Астана, мен Астананы түсінбеймін мысалы. Менталитетін білмеймін. Келді да Қажекең айтты, бұл жақ қалай Алматы? Бұл кіреді анандай жасайды, бізде бұлай емес дейді. Бізде басқашалай. Халқы басқашалай. Бізде мынандайға күледі. Біз бүйтеміз. Астана бір бөлек сияқты. Мен басқармадым әлі. Сондай сияқты. Қажекең басында кіре алмады. Келіп түсіне алмады. Еще қай жерінде қалай, енді ет қай жерде беріледі деген сияқты. Бөлек сценарий. Алматыдағы Қажекеңнің ұстазы сен болып тұрсың ғой той жағына. Қажекең. Сіздер көбісі танымауы мүмкін. Бұл кім деп бағана айттым мен, енді асаба әнші, биташарист деп, және де тағы бір қырынан өзім жеке басым танып жатырмын. Қажекеңнің Алматыдағы той саласындағы ұстазы. Жоқ, мен ұстазым деп жүріп, өтіріктен жүріп, мен арқамда ақша жасап жүрдім. Ұстаздық еткен жалып бас үйретуден шалдырған.
балдарға берсе, балдарға маған 5 мың беріп Шалдарға қойып қалтасына 50 мың салып жүрген кездер ғой. бағанағы адамдардың үстінен ақша ұстаймын Иә, иә, әңгіме иә. сол мен ұстамаймын. Мен үстіме Енді болды енді. Қазірде де болып тұрады, бірақ келесі сұрақ. келесі сұрақ болған ондай қатты андай бір прям ондай сұхбат емес, ондай сұрақ қойып бір не қатты просто осындай отырып бір әңгіме айтайық, шер тарқатайық көптен бері. о камера өспіз, кафе говорят. Дия Иә, Кафе говорит. айтқым келіп ораза ғой закуска болғанда. Не айтқым келіп отырған бір сұрақ қойғым келіп отыр да. Закуска жеуге болады шығар. Жоқ, екеулеріңізге ортақ сұрақ. Иә. Мына қарапайымдылық дегеннен шығып отыр. Қазір, например, ішетін жағын или болмаса жаңағыдай мен пәленше жерде былай шайыппын дегенді айтатын жалпы өнер иелері өте аз, жасырады. Бәрі кәдімгі идеально көрінгісі келеді. Мысалы мен Қанат Әлжаппаров ағамызға тоже риза боламын. Как она есть, өзін береді халыққа. Қалай бар? Солай береді. Оған да бір азыққа бір сценарий ғой негізі ол. Қайрат Әділгерей тура солай. Мысалға жаңа енді мына жерде әңгімеде Жұлдызбек те Қазекең де екеуі де кәдімгідей мына подкасттың басы кел дегенмен басталды ғой. Ол аз жағы уже Ол Қазекеңе қойма ол сұрақ. Жоқ, ол намек десе. Жұлдыздар бір-бірімен ішіп шаймайды ғой. Аха. Бір-бірін мен енді біз жұлдыз болмағасын орталарында мен ғой оның бәрін айтатын. Кімнің қай жұлдызды айтшы, мен айтып берейін саған. Енді жұлдыздар бір-бірімен шынымен өйтіп Шамайды. өйткені ертең бір жерде ол Тіл жаман ана ғой. жерде анандай болып отыр екен. Әр жұлдыздың өзінің бір кругы болады. Бір VIP кабинкалары дегенсің, болады. иә? VIP кабинкалары болады Мгм. өздерінің бір. Солар өз үйреншікті адамдары болады ғой, бір 4-5 сонымен адам. ғана ше. Ал басқа бір сырттан бір адам кіріп қалса, уже өз-өзін жинап алады, өз-өзін ұстап алады. Ол да дұрыс деп ойлаймын. Ел алдында жүргеннен кейін ұстау керек. Бірақ енді жаңағыдай сұхбаттардың бәрін қараймын, міне не болып отырады ғой енді. Идеально болып қалады ғой енді. Ол да қатты қажет жоқ ау деп ойлаймын. Шынайылық по-любому өзінікін алады ғой. Өзінікін алады ғой. Иә, ұңқылаған. Анияз. Соны айтатын не дейді оны жасырып. Менің өзімнің өмірім ғой. Мен мысалы историяға инстаграмда мен темекі шегіп отырып та мен отыра беруім. Енді маған қарап ұрпақ енді жаңағы түзеледі деген нәрсені мен енді жаңағыдай алмаймын деген сияқты. Менің өзім өмірім ғой. Мен шеккім келеді шегемін деген сияқты. Қатты ұнайтыны екеуміз бір-бірімізді қатты сыйлайтын сол шынайылық. Иә, сол шынайылық. Шынайылық. Мен мен қарапайым ғой. Ол қажет сияқты. Иә, жоқ, жалпы соны таңғалып енді бір уақыттарында болып отқан жоқпын ба жалпы? Ден бос адам жоқ. Иә, келесі сұрақ. Бір жарым қаққансың. Соған айтып отқанмын. дегенбіз ғой. Жоқ, онда қазір. Жоқ, ойбай осыны алып кетпесек. Бүкіс төлейді ғой билет. Сондай ғой. Иә, тойдағы бір бастан өткен қызықты жағдай қандай жағдай? Бағанағының бәрі қызық болса жетпей ме? Иә, жоқ, көп қой былай. Осындайда еске түспей қала береді ғой, бірақ ана бір Өміріңде ең қысқа той қашан болды? Болды ма өмірде ең қысқа той? Қанша сағат болды ең қысқа той? Менде оны ойланып көру керек енді. 2 сағат, жоқ, 300 адамдық той 3 сағатта бітті ең қысқасы. 2,5 сағатта Алматыдан Тараздың ар жағынан Байқадам дейтін ауылға тойға бардым. Тараздың ар 200 километр ме екен сондай. Алматыдан барып, ұзату той 2,5 сағатта ма 2 сағатта ма біткен. А менде болды. Карантинде болды. Бәрімізде болған шығар карантинде. Басталды тұра той жасырып десей. Булжинкадағы Айлинада 300 бірдеңе адам, 300-ден көп адам болды. Той жетелерге бидашарымен еще кіргізуі бар, құда кіргізу сценарий бишілері бар. Сонда жетіден өте басталды той. Карантин өзі ресторан, көп ресторан рұқсат жоқ. 9-да бітіру керек тойды. 300 адам тойды сен бітіріп көр. 7:30-да басталды деп ала бер. 7:15, 7:20 шығар енді. Ол хозяиндары түрік кісілер, оларға бәрібір уақыт берілген просто. 5-те басталады деген той ғой енді біздікімен басталып жатыр ғой. 9-да маған сондай талап қойды. 9-да музыка өшіп қалу керек вообще. Үлгіре алмадым бірақ 9-ға. Енді бір кейде ерте бітіп тастағанда келеді ғой. Енді бірақ анау қанша ақша төлеудің атқаннан кейін олардың да бір алған ақшаңның несін шығару керек қой деп ойлаймын да. Мен бағанағы сұрағыңа да айтайыншы, жаңа гонорар деген сияқты. Адам ойына келгенін қоя береді ғой, бірақ соған сен стойтсың ба өзің? Менің ұятым жүрмейді. Менің ұятым жүрмейді. Қазір енді өзіміздің арамызда да балдар бар, 400 мың, 500 мың, 600 мың да қойып тастаған. Дұрыс емес просто андай. Жұмыс жасап жүрмін енді. Енді сұранысына қарай қоя береді да, клиенттеріне қарай. Бірақ мен ойлаймын, сол ақшаға лайықпыз ба?
Мен де істеп жатырмын соны. Бәріміз сол тойда Иә. жүрген бір сфера, бір не ғой енді. Иә. Бар енді ішінде ерекшеленетіндері. Олар қоя берсін, нормально. Бірақ Бизнес қой. өзіне қатты жұмыс істемейтін адам, ғой. иә, өйтіп қатты көтереді екен мені. Мынаның ақшасы көп екен деп те баға қоя берудің қажеті жоқ сияқты деп ойлаймын да. Мен мысалы 300 мың теңгеге мен халықты түсіне өзімді білу керек қой. былай Халық надан болған соң. Иә. алуға болады да, бірақ енді ары қарай 400-500 мыңға мен енді Мен де өмірімде өзім ондай бір қызмет жасамайтын сияқтымын. ең қысқа той 3-ші тоста бітті ғой. Не төбелес? Сөз қағыстырудан кейін. Менікі айтамын ондай мен дейсің. Ондай төбелес. Мен- Сен ғана Жоқ, төбелес емес, төбелес емес, өкінішке орай төбелес. Айтпақшылар, мынау апа өлтірген ағайын. Тойында. Короче, онда Астанадан менің музыкантым Тасқын деген жігіт, досым. Сол айтады, Степногорскта мен қайын жұртым бір той келіп тұр Қажеке. Осындайға дейді. Жарайды. Предоплата аламыз ғой. И сразу по крупному салайық. Предоплата полностью. Жарайды, полностью гонорар. Жарайды, түсте шықтық, Семейден Степногорскқа дейін жетіп біраз. Степногорскқа келдік, где-то сағат 2-де келдік, той сағат 5-те. Келсек, тойханада ешкім жоқ онда. Біз отырмыз, соң кейін тойдың иесі келді. Олай. Тез бізге дастархан келсе 100 грамм қойды. Соң кейін аға, тойыңыз құтты болсын. Я жалғыз ұлым үйленіп жатыр. Аллаға шүкір деп. Его трясет құлайын. Аға неме кеше басы я келсеңізші бір 100 грамм. Жоқ, мен әйеліме сөз бердім, кеше әйелім кәдімгідей ренжіді. Құдалыққа барғанда не болды, жалғыз ұлың тойында, бүгін енді өзің сол тойыңды беріп жатсың, ұлыңды үйлендіріп жатсың, ішпе деген ғой. Его трясет. Аға, мынау опасный. 100 грамм татып қойыңыз. Болмады, мен сөз бердім әйеліме деп. Жарайды. И әйел де бүйтіп қарап той басталды. Біз тамақ алдық, 100 грамм тұрып алдым мен. Кетті, той басталды. Бірінші той. Әулеттің үлкендері кетті. Бір вальс биледі, Тасқын өлең айтып. Одан екінші дос құдалар, жаңа құдаларды. Құдалар шықты, құдалар керемет күшті ән жетіп, немелерін берді, олар бір билеп отырды. Енді жастардың ата-аналарына берді үшіншісі. Жарайды. Соң ата-аналарын шақырып енді төс қалды. Құда ұстару, ана өзі мына сенде. Бой кішкентай. Жаман ауыр. Әйел аның аңдып жүрмей көріп. Аға тартып алсаңызшы. Тасқынның қайын ағасы ма сондай бір. Қайын жұрт жағы. Бірақ та анау ал енді төс қағыстырыңыздар деп төс құдағилар көрді. Ана құдай кішкене 100 грамм тартқан өзі дәуін. Ана дейді анау. Құдай сақтасын енді. Бір Алланың өзі кешірсін. Күлеміз ау. Жүрет қағысты, соң ол тілектен айтып, соң құдалар отырды, жұртты. Қажеке, на улице буду, если керек болсам шақырасын, жарайды. Кетіп қалды, Тасқын өлең айтты, би билеттік, айтып бітті, ал енді төртіншілік сары сүйек құдаларға деді. Соң енді асыла сөйледі. Сол сары сүйек құдалар шақырып қойдық, енді ана кісі өзі жоқ. Далаға шықса, ана түсетін садағаш бар ғой, енді білесіз. Соң жетті, бүйтіп стенге бүйтіп, басын тіреп бүйтіп отыр. Аға тілекті бүйтіп қарасам. Кетіп қалған. Кетіп қалған ба, соны білмеймін ғой. Жүгіріп кірімде сразу айттым, Тасқын ана кісі что-то плохо болмайды. Ана жақта шешесі жүгіріп бәрі шығып, бірақ скорый келді. Жүріп кетті. Соң неден жүріп кетті, сөйсем мына тамыр жарылып кетеді екен ғой анау. Иә, сол үшін ана жердегі әйелін зарлағанын көрсем, Құдай ау, мынадан бүйтіп алып тұрсың, мен саған бір жәшігін бірақ берер едім ғой. Мен сразу тоқтатса Той жерден бітті, ана кісінің Бастап жүріңдер, Наурыз, Ануар. Бүйтіп, тыңдасашы енді ары қарай. Қалтамызда көк тиын жоқ. Тойханада ешкім жоқ. Біз отырмыз. Таңда ресторанмен айтып төледім ме, білмеймін, Тасқын қарап, бензинге ақша жоқ қайтатын. Тасқын қараймын, не істейміз? Білмеймін, сенің қайын жұрты ғой, бірден келіп жол қалса. Жалғыз ұлынан қалай сұрайсың? Астана қазанда, ода кезде Каспий деген нәрсе жоқ. Нал бәрі. Бәрі нал. Не істейміз? Айтып, бүйтіп, айтып, ана қайын жұрты, анаған шығып, мынаған шығып, айтып, біреу келіп ақшаны әкеп берді. Бензинға 5 мың теңге ме? Соны құйып,
Қайттық, үйге келдік. Енді тасқынға наезжать етейін десем, неге предоплата ала алмады деп. Мынау неме ғой, қайғы ғой, біреудің қайғысы. Иә. Өндеген жоқпыз. Сөйтіп, біз немесіне бардық. Қырқына бардық біз. Қырқына бардық. Бата жасап барып енді тасқын қайын жүрген мен Одан да ақша берген жоқпыз. жоқ, ол кезде біз бердік қой, енді бересің. Айттым ғой предоплата алды. Содан кейін жылына барған кезде енді анау просто жақсы дос болып кеттік та, ана жігіттің үйленіп жатқан жігіт. Содан бізге керемет риза болды енді. Біз вообще содан жылын бердік, жылын берген соң кейін ол біз сол немеде сауна қылып кетті. Біраз іштік, жедік, моншаға түсіп. Сол моншадан шығып енді қайтамыз деп отырмыз ғой. Машинаға отырмыз. Қажеке дейді деп конверт берді. Біз келген бағадан 2 есе жоғары берді. Рахмет сіздерге. Әр нәрсенің артында қайыр бар. Иә, қайыр. Мен негізі алмаймын дегем, бірақ ақша керек болды, алдым десең. Ондай кезде иә. Просто ана жігіттің тәрбиелігі ғой. Көңіл айтып бар. Ештеңе істей алмайсың ғой, қайыр. Менде де бермеймін десе біз ол туралы ұмытып кеткенбіз де, бірақ жақсы араласып кеттік сол тойдан кейін. Қасында болып айтып бүйтіп. Сол қырқына барып, сол немесіне. Қиын жағдай. Әлі де қатты араласамыз, жақсы араласамыз. Ситуациядан ол кезде ситуация мүлдем бөлек болды, оны асабалардың басына бермесін деймін. Yes. Тура сондай болды. Ешкімге басыма бермесін. Ешкімнен басыма. Үшінші дос жаңа әулеттің үлкендері сөйледі, нағашылар сөйледі. Үшінші дос па, төртінші дос ұмытып қалдым. Жаңа құдалардың тосына келген кезде, тоже менде жаңа құдалардың кезінде болды. И жаңа құдалардың тосының алдында бір әңгіме болатын. Өлсе бірінші шал өлсін. Мен ғой өз күнімді көрем. Мен өлсем шалға не болады? Кейінгі сол бір монолог па, анекдот па бір жерде жүретін, соны алып мен әдемілеп тойға жасап алғам. И соны өлсе бірінші соны айтамын да, соны айтты. Каким-то білмеймін неге соны айтамын. Ортаға жаңа құдалар, құдағи деген кезде, құдағи үлкен апа болатын, үлкен кісі. Құдағи орнынан тұрады да, обратно отырып артқа лақтарды осылай прямой. Жаңа құдалардан ба? Иә, сол жерде еще медиктардың тойы болатын, бәрі барады, қарайды. Оказывается, сол жерде жүріп кеткен екен. А бірақ қыздың мамасына, қыздың өзіне айтпау үшін, тойдың қатты не қылмау үшін айтпайды. Иә, сол жерде больницаға алып кетеді, оказывается, сол жерден той тоқтайды. Енді мен прикинь, ана тура музыканттар тұратын жер, и соның артында комната болатын тағы, гримерный. Сол жаққа кірем ғой. Ана жақта музыкант жетерде шықты, енді бірдеңе айтса, сабыр деп дейді. Не айтамын мен деймін да, мен ана жерде мен білмеймін, как будто өзім кінәлі сияқты болып өзім тілеп алғандай. Иә, айтпаймын, мен ортаға шықпаймын деймін. Ақша вообще қызық емес, бере ма, берме, вообще қызық емес. Ол кезде машина өздері апарып алып келеді, музыканттың машинасы бар, папа. Ортаға шығып бірдеңе айтса, айтпаймын ештеңе. Сол кісі сол жағдай болды. Гримерка кірдім. Халық тойхана ешкім қалмағанша гримеркадан шыққан жоқпын. Ешкім болмай. Сол кезде қонақтарды мен таң қалғаным, тойға келген қонақтар біз тілек айтпадық қой деп, несін конвертін бермей алып кеткен ғой. Хотя можно было поставить, қалдырып кетуге. Андай жағдай болып жатыр. Бәрібір алып келдің, сол сен тойға ниеттеп қойдың, беріп кете салшы. Ешкім ештеңе берген бәрі. Бағанағы Наурыздың әңгімесі мына жаққа бұрқырата қалай кетті. Енді көп уақытта сіздердің уақыттарыңыз алмай, дендеріңіз сау. айтарларыңыз болса бір қайырсаңыздар болады. Жалпы мына камераға деймін. Ал енді елге айтарыңыз, той иелеріне айтар кеңестерің болса, той жалпы мынада уже бір сұрақ болып кетті ғой, тағы жалғастыру керек. Жоқ, той иелеріне кеңес деген сияқты. Негізгі бағдарламаның мендегі несі, мақсаты жалпы бізден кейінгіде інілеріміз бір дұрыс дүние алсын деген ой болатын ғой. Бізде және де той иелеріне бір кеңес ретінде тойды қалай дұрыс істеу керек деген сияқты, сондай сияқты бір. Енді тамадаларға айтатын. Енді біз менің немде енді қазір біреуге ақыл айтатындай. Жоқ, енді жалпы өзің ойың ғой, пікірің. Енді біз жас баласын тыңдай да қоймайды, бірақ өзім ойым әрбір шыққан жас тамадалардың алдындағы ұстаз жақсы болу керек деп ойлаймын да. Ұстазы жақсы болу керек. Өйткені мен Маралхана ұстазым болғанда енді ол кісіге ойбай, мен ұстазсыз деп айтып көрмеппін, бірақ мен тойға шығудағы нем, енді именно бір сөздің копировать етіп, ол кісіде де ондай сөз жоқ енді. Жаңағыдай алып қалатын. Әр тойда әртүрлі нәрсе. Сондай білесің енді. Мен просто схемасын алдым, той жүргізу несін. Стилистика қалай енді стиль болғанда.
қалай Иә. жүргізеді, Стиль. қандай Стиль. ойда, Иә, қандай құрылымда, стиль. соны Иә. мен алдым да, сосын өзімнің әңгімелерім солай көріп жаман болған жоқпын одан. Сол сияқты ойлаймын, мен шығып жатқан тамадаларда, мен ана тамадаларды, кейбір тамадаларды көремін, тойға барып. Мен көп көремін ғой, сендер көре бермейсіңдер. Той жаңа асаба болып барғаннан кейін. Иә, Ал мен бір-бірімізге әнші барып. болып та жүре беремін тойда. Мен Бет де- ашып кетіп мен те де жүре әнші болып беремін. жүремін сол. Ой, Коллектив. Ақшаға жиде Иә. барады, сол жерде. Сол мен бет ашуға барған кезде көп тамадалармен жолығамын. Танымайтындарын да көріп жатамын. Кәдімгі қарным ашатын тамадалар болады. Қай жағынан? бір келін келе жатады. Балаларға бір ыңғайсыз жағдайлар болып қалып жатады ғой, келін құлап қалып жатады или бір баланың бірдеңесі болып сондай жерлерде анау сценарийға толғайып алған тамадада ситуациядан өзі. шығарып бермейді да. Ана жерде Иә. болып жатқан тойдың нелері. Тойдың негізі тамада той иесінің кемшілігін жауып тұру керек қой. Иә. Тойдағы болып жатқан кемшілік. Иә. Жоқ, кейбір тамадалар бар да, наоборот, Так, болып жатқан ашады нәрсені ма? ашады да, Иә. ұятқа қалдырады да ана. Мгм. Негізі ана мен ойлаймын, той өзін өзі жабады деген әзілде қалды ғой өзі қазір. Иә. Айтудың да қажеті жоқ ғой, өйткені Мгм. бір как будто ана халықтан ақша жинап тұрған сияқты. Тойлы Очко жинап тұра ма? біртүрлі болып қалатын сияқты енді. Мен ана әзіл ретінде айтамыз. Қазір ол әзілге бір күліп жатқан да адам жоқ негізі. Иә. Сонда алып тастау керек ау деп ойлаймын. Может, ол өз ақшасын жасап жатқан шығар ол деген сияқты. Сосын жаңағыдай бір сондай келеңсіз жағдайлар болып қалады. Сондайды ситуациядан шығарып тұрмаса тамадалар. Олардың ойы мынандай да, тек тойды бастаймыз, амандасу күн бар. Сосын андай өлтіріп тұрып хабарлап кіргізеді, жастарды отырғызады, бүйтеді сөйтеді. Сен бір тос беремін қазір, ет беремін, бишиш беремін деп ойланады өздері. Оған дейін ол жаңағы мен не айтамын деп ойланбайды. Қойылып қалған ғой айтатын нәрселері. Екі ортада бір пауза болып қалса үндей алмай қалады. Пауза жаппайды. Сөйтеді да еще ана той иесіне келемін да дейді. Осы кезде той иесін шығарамын да, кәдімгі бүйтемін сөйтіп. Той иесімен кіріп аламыз дейді ғой енді. Той иесімен кіріп аламыз да шыртамыз дейді. Сосын ана жерге бір ойын деген сияқты да енді. Оған дейін ештеңе жоқ та. Оған дейін де күлдіруге болады. Халықты басынан бастап та әңгімемен өрбітуге болады. Күлдіртуге болады. Сол жерде болып жатқан дүниелерді, ситуацияларды. Мен көбінесе сондай ситуация іздеймін тойдан. Бір кейбір тойлар болады, ситуация шығармайды вообще. Үндемейді. Бұл кезде придется өлең оқуға, шіруге, өлең оқисың. Шірейсің. Әйтеуір менде екінші не бар ғой, плюс ән айтып бірдеңе қыламын ғой мен әйтеуір. Ән айтамын, әйтеуір бірдеңе қылып. Әйтеуір осы күнге дейін бір құдай сақтасын, бір жаман өткен тойым жоқ. Болды бір-екі ана ол ішкілікпен болатын нәрселер бір. Қырғын болып кеткен тойларда, ешкім тыңдамай басына бататын тойлар болады ғой. Мына кастик жақтарға түссең, болады. Сол жақтан өзі бір көп шіритін. Иә, былай қарай кетсең енді айта бермей ақ қояйық, біреудің көңіліне тиер. Болады ондайлар. Бірақ көп пайда келген айтқан жоқ. Жастарға бірден кетіп жатқан 98. Жастарға жаңа айтып жатырмын, мен жақсы ұстаздың несінде жүру керек ау. Иә. Жақсы ұстаздың қасынан не істесе, ұстаздың жақсы болу керек. Дұрыс адамнан үйрену керек. Сосын жаңа біз алдында жаңа асабалар құрылтайы деп те жаңа Болатбектің есімінде аштық, иә, оған да бардым, қатыстым, әңгімелер тыңдадым, ойын ойнату жағына нелеріне көп нәрселер айтылды ғой, бірақ мен ойлаймын, бұл өз халық өзіне керегін таңдап алады ғой. Иә. Бәрі ойын ойнатып жатқан жоқ қазіргі тамадалардың. Бар сөзге деген кәдімгі қандырып тұрып басқаратын тамадалар да бар. Ондайлар той үйлер өздері таңдап алады. Өзіне керек аса. Ойын ойнататын тамаданы ұнатады, сондай халық шығар өзі. Соны алады. Жаңа ана Сабыржан дейміз, мен көп тани бермеймін, бірақ соның бәрі жамандап жатады ғой көбісі. Енді андай мындай дейтін халыққа керек. Значит, халық күліп отыр ғой соған. Значит, халық соны қалап отыр. Біз сырттан айта береміз. Сосын мен қатты қарсы нәрсем, біреудің тойын негізі интернет деген нәрсеге салудың қажеті жоқ деп ойлаймын да. Менің ойымша. Ол біреудің тойы ғой, біреудің тойында кім не істеп жатыр, оның рұқсаты қайда, ана той иесінің. Маған мысалы бұрын болатын тойлар, мен ана бір жақсы той өтеді, жақсы үлкен кісілердің мысалы. Содан видеоролик жасағым келетін да бұрындары. Тойлар рұқсат бермейді. Ол менің тойым ғой. Дұрыс қой. Қазір просто бәрі мобил болып қой. Тойда не болады, біреу билеп жатыр. Сал жібере береді. Бізде барамыз мысалы тойларға. Бізде де ойынға шақырып қалады. Ана той иесінің көңілін қалдырмас үшін шығасың. Может, сол жерде бір шалбарың жыртылып қалады сенің. Неше түрлі жағдай. Қыздардың бір көйлегі шешіліп қалады. Может, тақтай сақтасын. Неше түрін көріп жатыр. Соны сала береді да рұқсатсыз. Негізі мен біреудің тойын неге жарнамалаудың қажеті жоқ деп ойлаймын да. Дұрыс. Ролик жаса өзіңе. Иә. Сөйлегенің сөзіңді. Иә, халықты күлген бол. Не істеп жатқаныңның бәрін салудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын да. Сол үшін қазір тамадаларды да сол немен бәрі жаман дейді. Комментарияның астында қазіргі халықтың ісі сол 80% тамадалармен болып тұр ғой. Ой, осылар мынандай. Ол видеода ерсі көрінеді. Любой ойын ерсі видеода. Ал сол тойда отырсаң,
Әдемі өзің күлесің. Тойдың сол жерде болып жатқан форматы ол сол жерде болады, қалап болды, сол той өтеді. Сол жерде күліп ойнап қайтасың. Ал ана видеоға кетсе, ой, халық деген астынан комментария, мына тамада, сенің де жаңағы TikTokта миллиондап тарап жүрген видеоң бар мысалы, соның астында бір оңған комментарий жоқ шығар. А мысалы сол тойда қызық. Сендер комментарий оқисыңдар ма? Жоқ, мен енді случайно оқып қалдым. 5 миллион 200 мың қаралым жинады, комментарий, жақсы комментарий жинады. Астында бұндай асабалардың көзін құрту керек, не деген сауат саталады. Мен комментарийға жауап оқимын, бірақ мән бермеймін. Өзімен принимать етпеймін. Қабылдамайсың. Иә, қабылдамаймын. Өйткені мен оқысам жауап бермеймін. Қазіргі енді тамадалардан негізі сондай комментарийлар жақсы көреді адам. Негізі ана бәрі жақсы дей берсе де қызық емес адамға қазір. Керісінше ғой. Сондай халыққа қазір дені сау емес нәрсе жіберсең, соны не қылады ғой өзі, қабылдап алады ғой. Сондықтан енді мен бағдарламаға айтқым келген негізі ол жаңа біреуге ақыл айту емес. Айта берсек әңгіме көп қой қазір тойда жаңа. Мынаусы дұрыс, мынаусы бұрыс. Ол әр адамның несінде деп ойлаймын. Енді осының алдында да бағдарламада полностью андай дүниелер болды да, жаңағы тойға қатысты көбінесе серьезный бір не болды. И мына ортасында перерыв кішкене андай бір хахамен бір бағдарлама ұрайық деген дүние болды. Иә, бағдарламаға айтатын. Ойбай, хаха болды да. Жоқ, аша хаха болды. Арт жағынан кішкене бүйтіп кіріп алдық қой ораза. Хаха болу үшін бір дұрыстау әзіл айтатын кісі шақырмайсың ба оң жағыңа? Или оразадан кейін десе, мынаның ішінде құйып десе. Оразадан кейін камераларын түсірмей алады шығар оға жекең. Булан па? Мына жерде еще не тұру керек десе. Ол кезде Чапектің қолын ұстай алмай қаласың. Бос жер бет сай қоясыңдар ау. Аны көрген басында жүргеннен бәрі жүреді. Ол неден нерв қой. Мен Чапек қай уақытта сау, қай уақытта ішкен соны білемін. Мен отырысымның бәрі сондай. Бір орында бүйтіп не істеп отыра алмаймын. Қатты салдыңыз ба? Нерв. Бұл бильярдта айтылатын әңгімелер ғой. Ал енді тойлайық бағдарламасына сәттілік тілейміз. Енді құрбан біздің бауырымыз бұл да енді 15 жылдық тарихы бар. 15 жылда оңай жыл емес. Сондай тәжірибеде келатқан асаба құрбан. Қазір енді мынау да дұрыс дүние, мынау мәдениет тойдан қарағанда кішкене бұндай дүниеге өтуде көріп нәтиже шығаратын өгей. Иә, нәтиже. Мынаның өзі біздің өзімізге де, мынау менің өзіме мысалы не практика деуге болады, тәжірибе. Ертең басқа жерге де сұхбат беруге маған оңай болады, кішкене беріле берген сайын адам ашыла береді ғой. Мен баяғыда бір неге сұхбат беріп, Тойдуманға да берілген сұхбаттарым бар. Бір сөздің басын бастайсың, аяғын таппай қалатын, ол любой адамда болады басша. Қазір солай болып Құдайға шүкір. Маған да үлкен тәжірибе болады, шақырғаныңа рахмет қаулан бізде. Осылай өзімізге үлес қосып жатырмыз. Ертең әншілік жағынан да бір шақыртулар болып жатса мен де дайын жүремін деген сияқты. Сондықтан осы тойлайық бағдарламасы енді бастап алып жатыр. Мынау дұрыс дүние, енді әрбір бағдарламаның бір мәні болу керек қой, түйіні. Не үшін бұл? Просто хаха ұстап жаңағы күліп ойнап, әңгіме айтып, камерасына әңгіме айта беруге болады, жиналып алып. Мұның енді мәні халық пен тамадалардың арасындағы бір сенің бағдарламаңның синопсисін айтып отырмын. Сөйлем деп ойлаймын да. Менің түсінігімше мен қолғаннан сұраған жоқпын бұл бағдарламаның несі қалай. Мән мағынасы қалай деп едім. Келсе әңгіме айтамыз ғой деді ғой. Енді мен түсініп отырмын да, халық пен тамаданың арасындағы жақындастыру мынау. Иә. Сосын мына жерге көрермендерге де айтарым, мына жерге келген тамадалардың кез келген қиналмай ала берсеңіздер болады деп өйткені қоғлан нашар асаба шақырмайды менің өзім келіп отқандан кейін. Сондықтан енді мына жақ түсірмей ақ қойыңдар. Сондықтан халықпен жақсы сөйлестіріп отқан бағдарлама екен. Көрермені көбейсін, астынан комментарийлар жазылса, мысалы біз өзіміздің түскен бағдарламада біз де жауабын береміз. Мүмкін тағы да сұрақтар болады шығар халықтан да. Соның да жауаптарын береміз. Мүмкін осыдан көп той иелері бір өздерінің кемшіліктерін, той жасаған адам сасып қалады ғой, енді не болады, қалай болады. Соның бәрін осы бағдарлама арқылы мүмкін той иелері осыны көрсе, біз тойдан надан қателік жібереді екен. Мына жерін дұрыстауға болады екен деген сияқты. Ақша ұстайды екен ғой. Бәрін алып тастайсыңдар ғой. Сондықтан сондай бір жақсы ой тастайтын бағдарлама сияқты. Сондықтан сәттілік тілейміз, көрермені көбейсін. Рахмет. Қажеке, сізде уақыт бөліп келіп отқаныңызға, құрметтеп отқаныңызға рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Жастардың талаптарына оң болып. Бағдарламаға сен үшін рахмет айтып отырмын. Не жерге отырмын дейді, жүргізуші болып, иә? Бір күні келіп өзім бағдарламаң қазір айта кетейін, бағдарламаң жақсы жүріп кеткеннен кейін бір күні келіп мен жүргізіп сенен сұхбат алайын. Болды, әумин.
бұйырса разбор да мейді болады. бүйтіп отса. Сен алмай ақ деп. Қорытынды айтарыңыз болса. Енді айтар нәрсе көп, бірақ оның бәрін Жұлдызбек айтып тастады, неме айтамыз. Түйінін қайтарып тастайық. Мен мынау жас жүргізушілер, шоумендер, тамадаларға, асабаларға бір-ақ сөзімді айтамын. Бір жақсы сөз бар. Тілің болып басыңда ми болса, шешең болғаның. Тілің болып басында ми болмаса, бәдік болғаның. Қазір өкінішке орай көп жастар кітап оқымай, білім қумай, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен өтіп кетемін деп іріп жатады. Бірақ бұған тойдың иелері қаншама ақшасын бала кезінен дайындалып, жалғыз ол өсіп келе жатқан осы ұлымды тойын бүйтіп жасаймын деп үміттеніп келіп шашылған кезде тамада іріп тұрса, бүкіл тойдың дауын шығарады. Ол өте үлкен жауапкершілік, асаба болу. Сондықтан көбірек кітап оқыңыздар, білім қуыңыздар, дәстүрді қуыңыздар. Қай қонақпен қалай сөйлеу керек, соны білуіңіз керек. Сол, бұл өсиет емес, ақыл кеңес емес, жалпы бастан өткен нәрсені айтып отырмын. Өзім басымнан өткен соң кейін. Сол өткені адам деген бұл тойды еліріп, ақшасы көп болғаннан жасамайды. Қасына туыс ағайын басын қосып, сол көңілді отырайық, сол көңілдіні одан сайын көңілді қылсын деп әртістерді, асабаларды шақырады. Егерде кәсіби асаба болғыларыңыз келсе, көбірек кітап оқыңыздар, салт дәстүрді біліңіздер, және де адамның отырған психологиясын жаттаңыздар. Өйткені мың жерден біліп тұрып адам психологиясын білмесеңіздер, сол жерден де сүрініп кетуіңіз әбден мүмкін. Ал енді мынау тойлайық бағдарламасына, бауырым өзіңе құтты болсын мына бағдарламаңыз, мына подкаст. Бұл расында да және Жұлдызбек жақсы айтып кетті. Бұл өте керек. Қазір мынау той жасайтын халықпен тойды өткізетін халықтың арасындағы қарым-қатынас, қай жерде кемшілік бар, қай жерде қате, соның бәрін көрсетіп отыратындар. Мынау былай екен ғой, мынау былай екен ғой деп отыратындар да бар. Сондықтан мынау бағдарламаңыз ұзағынан сүйіндірсін. Бұдан үлкен форматта, үлкен студияда көрермендермен өтетіндей ертең бағдарлама болуға Алла нәсіп етсін. Баршаларыңызға рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Сен шақырған жоқсың. Мына кісі шақырды, саған рахмет, жаным десеге жаттықтасын. Адамның ең қымбаты дүние ол уақыт қой. Уақыттың тапшы заманында алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір алғыс. Алла разы болсын. Істеп жатқан жұмыстарыңызға, кәсіптеріңізге Алла береке берсін. Басымыз жақсы күнде қосылсын. Қазақтың тойы бітпесін. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Жақсы, жаман комментарий. Қандай комментарий жазсаңыз, бүткіл жаза Мен беріңіздер. туралы жаман комментарий жазбаңыздаршы. Және де бұл бағдарламаның түп нұсқасы өзіңізге керегін аласыздар. Сіздерге ең болмаса кішкене болсын бір пайдамызды тигізейік деген мақсаттан. Қаралым көп жинаса да, аз жинаса да оған мен шын мәнісінде ризамын. Ең бастысы сол қаралымның ішінде екі адам санасына бір нәрсе түйіп кетсе, ол мен үшін үлкен жетістік. Рахмет. Бірінші тоға батаны кім береді? Әумин. Берсеңіз қажеке. Өз батам. Рахмет. Аманшылықта.